Мен саған өкпелеген де кездерім болды. Мен сен даже инстаграмды көрсем нервтан кетіп блоктап та тастаған кездерім болды. Это нормально, это өмір да. И идеальный көрінгім келмейді. Арыстандар тақ келгеніме қарағанда саған біраз шүйлігейін деп отырған сияқтымын ғой. Маған сен көп ақша табатын едің ғой. Ой, жоқ, ондай көп емес. Сен өз ақшаң онша көп емес, сен Онша көп емес, жоқ, нөл. Нервтан кетіп тұрсын, ақша жоқ. Магазинге бардыңдар да менің жан жарамды тырнадыңдар. Америкаға ақшасыз Ұшып кеткем. Америка барғасын көрем дедім. Билетті ақтаннан неге алып алғасын қарызға. Короче, загородный домик, самый дорогой Киевтағы ана виллалардың ортасына келдім. 5 жыл былайша айтқанда ешкіммен араласпадым. Менің де жылайтын, менің де ренжитін, менің де өмірден түңілетін сәттерім болады. Bir қарасам, вино ішіп отырып аналар деп. Содан кейін қызықтың көкесі басталады ғой. 40 жасқа шейін өмірде таяқ жеумен боласың да. Мен өмірімнің ең прекрасный возрастына келдім деп есептеймін. Я кайфую от жизни. Адам басқа измерениеге, басқа өмірге секіру квантовый скачок деп атайды. Бірінші ережесі, правило номер 1 бастан жүрекке түсу. Міне қазір жүрегің сезайын. Как будто бір 18 жастағы жас адамның күші сияқты күшті алып аласың да. Ана арақ ішіп алғаннан кейінгі сияқты ма? Жизнь прекрасна. Экс жолдасыңыз. Балаларым үшін олардың әкесі көрген жоқпын. 5 жыл болды. Балаларына келмей ме? Алимент төлейді. Үлкен қызым әлі түбегейлі қарсы. 5 жылдан кейін қайтып келсең қабылдаймын деп айтқам ғой. Қазір келсем иттерсін басына қаптап төгесің. Ажырасқаныңда монетизация жасаған адамның бірісің. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін бізде әңгіме бар подкасты. Ал подкастымыздың қонағы кванттық секіріс маманы Мақпал Қаратай. Ту-ду-ду-ду. Дам-дам-дам дара-дара-дара деп музыка оқып қойыңдар обязательно. Қоямыз. Қош келдің, Мақпал. Қош көрдік. Қалайсың? Жизнь прекрасна деген сөзді мен осыдан пәленбай жылдан бері айтатын едім ғой. Солай жақсы, жизнь прекрасна. Өзінің иірімімен өсіп, дамып, адам мысалға өзі 40 жасқа шейін өмірде таяқ жеумен боласың да. Әртүрлі опыт аласың, құлайсың, сулайсың, өмірді түсіне алмайсың. Одан кейін өмір сүру әлдеқайда жеңіл болады екен, өйткені сендегі уже опыт өзіңді қорғауға, жылдам жаңағы дамуға, қай жерлерге баруға, қалай ақша табуға саған көмектеседі. Сондықтан мен өмірімнің ең прекрасный возрастына келдім деп есептеймін. Я кайфую от жизни. Мне сейчас как никогда хорошо. Бірақ бұрын маған хорошо, қараңдаршы, маған хорошо деп айқайлайтын болсам, қазір просто хорошо. Айғайлап жетіп алдың ба? Айқайлағың да келмейді, просто хорошо. Сол айғайлардың көмегі болды ма? Адам ол өткен шаққа қараған кезде, мысалға, көп нәрсеге сол моментінде саған бұрыс емес, дұрыс істемеген сияқты, қателескен сияқты ойлайсың да. Бірақ мен өзім өмірден түйгенім, өткен шақ мүлтіксіз. Барлық нәрсе өткен шақта дұрыс болғанда. Сол кезде мысалға менде әртүрлі айғайлардан өттім. Мысалға мені қараңдар, мен бақыттымын, мені қараңдар, мен ақшаға жеттім деген сияқты. Ол менің ішімдегі кішкентай Мақпалдың бір ішкі шыңғырысы еді да. И өзіме өткен шақтағы Мақпалға қараған кезде керісінше жақсы көремін. Оның барлығын дұрыс жасағанын ойлаймын. Өйткені дәл сол Мақпал менің бүгінгі ішкі тыныштығы бар Мақпалға алып келді. Мақпал бүгін түрлі жануардың бәрін тағып қойсын ғой. Арыстан. Мойныңда арыстан. Анау не бар ғой, Елизаветтаның брошкасына қарап, оның бүгін состояниесін білуге болады деген. Арыстандар тақ келгеніме қарағанда саған біраз шүйлігейін деп отырған сияқтымын ғой. Маған ана тасбақашы әрең жеткеннің белгісі ма? Тасбақа мудростың белгісі, тасбақа даналықтың белгісі, асықпай жүріп арбамен қоян алатының белгісі болып саналады. Тамаша, әдемі екен жануарларың. Жарасып тұр өзіңе. Күшті болып тұрсың. Шынымды айтайын, күнделікті мынандай өзімнің өмірімде бір кезеңге келіп жеттім да. Бір кезеңдерде саған киім қатты служит етеді. Сен өзің барынша бүркіл жерлерге әдемі киіміңді киіп, өзіңді көрсеткің келіп, сондай бір моменттер болады. Даже есіңде ма? Айнұр Асқарқызының тойына бардық. Екеуміз отырдық қатар. Сол кезде мен мынандай иығында былай көтерген жылтыр көйлектерді киіп барған болатын. Кәдімгідей ол көйлекті Гага деп едім ғой саған. Назымға, Аруназға тіккізіп, иығы былай қайқайып тұрсын деп. Одан кейін ол кезеңдердің барлығы маған керек болды.
мен барынша өзімнің киіміммен бәлкім бір ішімдегі бір апанды көрсеткім келген шығар. Бар болып көрінгің келген шығар. Я хотела казаться, да, и одан кейін бір момент келген кезде маған уже бәрібір болып кетті, да. Мысалы, кеше ғана подкастқа бардым, мен водолазкада өзімнің күндіз жүрген водолазкамда, ол водолазкамен таңертең еще массажға барып келгем, ол водолазкамен еще капельница алуға барып келгем, сол водолазкамен еще подкастқа бардым, да. Сосын ойладым, бүгін Айнұрға қанша жылдан кейін екеуміз осылай бір әңгіме дүкен құрғанда бір барынша салтанатты келейін деп шифонерден тапқан киім осы болды. Тамаша, керемет. Ал енді бүгін барынша пайдалы болайық, Мақпал. Өйткені сен менің өткен шағымды білесің, мен сенің өткен шағыңды білеміз. Ол көрермендерге айтайық. Екеуміз студент кезден келе жатқан подружки. Не өтпеді басымыздан? Оны айтпай қойық. Неше түрлі қызықтар болды. Оны айтпай қойық, о жаққа бармай қойық. Енді Мақпал кванттық секіріс жасаған Мақпал. Осын түсіндірші, не ол кванттық секіріс? Біздің көрермендер де жасасыншы соны. Есімде бір күні менің мамам құлагерде тұрады. Сол мамама барамын. Барған кезде бір күні есіктің алдында мен сол құлагерде 2000, бір 2007 жылы ма, бір 2008 жылы ма, сол жерден квартира іздемек болдым да. Құлагерде тұрғым келді. Сөйтіп мамам қасында тұрайын, жақын маңда. Ол кезде мен сол құлагерде пәтер жалдаудың өзі маған бір үлкен бір ақша, үлкен бір достижение болып тұр. Сөйтіп квартира іздеп келе жатқан кезде есіктің алдынан сені көрдім. Сен халатта ұлыңды қолыңа алып есіктің алдында тұр екенсің. Екеуміз қанша жылдан кейін, студенттік кезден кейін кездеспеген болатынбыз. Содан кейін Айнұр, сәлем, қалың қалай деп екеуміз бірімізді көріп амандасып отырмыз. Сен қатты бір толғасың ол кезде. Енді босанғансың, қолыңда Абылай ма бір балаң бар. Абылай бар. Сол кезеңде кәдімгідей екеуміз деп бір кездестік та. Одан кейін біраз жыл мен сені тағы да 3-4 жыл жоғалтып алдым. Сол кездескен кезіміз есімде, анық есімде. Содан кейін маған бір подругаларым айтады, саған қазір Айнұр Асанберді қатты бай болып кетті. Айнұр Асанберді қазір немен күшті машинамен жүреді. Айнұр Асанберді қазір жаңағы қымбат үйде тұрады деп. Содан кейін, сол әңгімеден кейін бір көп ұзамай сен сол 3-4 жыл уақыт өткеннен кейін мені шақырдың. И Тюбетейкада кездестік. Мен өзім жалпы бар ғой, жадым өте жоғары моменттерде. Менің есімде жоқ. Тюбетейкада кездестік. Сен жаңағы жаңадан машина алған екенсің, ақ машина. Сонымен келдің, екеуміз сол жерде отырып, қанша жылдан кейін әңгіме айттық. Сол кезде мен саған айтқан болатынмын, Айнұр, сен жаңағы құлагерде бөпеңді көтеріп тұрған, көздері кішкене сөніп тұрған, бәлкім мен енді өзімнің видением арқылы, өзімнің жаңағы восприятием арқылы айтып отқан шығармын. Содан сен қалай осылайға өтіп кеттің деп. Өйткені сен келген кезде қысқа юбка киіп келдің. И фигураң кәдімгідей әдемі болып, шашыңды бүйтіп толқындатып, көздерің бәрі жанып тұр, өмірге құштар болып тұрсың. Мен саған қатты қызықтым да сол моментте. Сен маған не қылшы, қалай сен жеттің, қалай деп. Сол кезеңдерде кейін ойлап қарасам, сонда аз уақыттың ішінде сен жолдасың екеуің квантовый скачок жасағасыңдар да. Өйткені мынау қарапайым өмірден аз уақытта адам басқа измерениеге, басқа өмірге секіруін квантовый скачок деп атайды. Яғни сол дүниені мен зерттегім келді. И қызға айтайын, екеуміздің ортамызда әртүрлі кезеңдер өтті. Оқырмандарға мен өте ашық адаммын ғой. Екеуміз ренжісіп те қалған кездер болды. Мен саған өкпелеген де кездерім болды. Мен сен даже инстаграмды көрсем нервтан кетіп блоктап та тастаған кездерім болды. Это нормально, это өмір да. И идеальный көрінгім келмейді. Бірақ сенің менің өміріме қосқан үлесіңді де айтқым келеді да. Мысалға сол кезеңдерде 2017 жылы мен сені тағы да көріп қалдым Алматыда. Сол кезде сен маған айттың, Мақпал, сен Вадим Зеландты ұқсайшы дедің. Ең алғаш. Яғни сен менің сол кезде өзімді тануыма, осы квантовый скачок деген дүниені жасауыма ықпал еттің да. Өмірде еш нәрсе кездейсоқ емес. Бәлкім біздің әңгімеміз әр жақтағы оқырманға өзінің бір септігін тигізер деген ниетпен барынша шынайы болып айтып отырмын. Жалпы жапондарда сөз бар, чрезмерная честность, проявление глупости деген. Бүгін сіздерге барынша ақымақ болсам да, бірақ ақымақ болып көрінсем де пайдам тисін деп айтып отырмын. Сол кезеңдерде сен маған айттың, жаңағы Вадим Зеландтың кітабын оқы деп. Сөйтіп мен алып келдім.
сөйтіп 2017 жылдың желтоқсан айында мен Хайнанға ұштым. Ол Хайнанға даже алған до такой степени мен өзім памятіме иногда таңғаламын, 130 мың теңгеге 7 күнге не алдым, жаңағы саяхат алдым. Сөйтіп Хайнанға ұшып баратқан кезде самолеттің ішінде ауыр кітапты, сен айтқаннан кейін алған кітапты ашып қарадым. И ол кітапты мен толық түсінбедім. Сол жерде жатып мен 7 күн бойы оқыдым да, біздің жаңағы ішкі әлеміміз бар екенін, яғни көзге көрінбейтін ішімізге өткен кезде квант кеңістігі бар екен. Егер біз өмірімізді өзгерткіміз келетін болса, сыртқы өмірден жауаптарды іздеуді доғарып, жанталасуды доғарып, ішкі әлемде егер біз сол состояниені, байлықтың состояниесін, бақыттың состояниесін ішкі әлемде жасай алсақ, ол біздің өмірімізге жылдам келудің жолы екенін еміс түйсіндім санаммен. Сол маған өте қатты зор ықпалын тигізді да. Содан кейін мен өзің білесің, өмірімде осы 30 жасымнан бастап аянбай еңбек еткен адаммын да. Мен барынша комфортна бай өмір сүргім келді. Қанша жанталассам да, қанша сыртқы өмірде өз-өзімді қамшыласам да, аямасам да, мен күткен нәтижеге жете алмай қойдым. Біресе салон аштым, біресе кафе аштым, біресе ананы істедім, мынаны істедім, бірақ барлығы нәтижесіз. Сол момент, екеуміздің кездескен моментіміз менің ішкі әлеміме үңілуге ықпал етті. Яғни мен өзімнің ішкі әлемімді көрейін дедім. Сосын өмірде еш нәрсе кездейсоқ емес, сол кезеңдерде ішкі әлеміме үңіліп, мен кішкене зылымтты ұға бастадым. Бірақ мен оны толық ұға қойған жоқпын. Жылдармен маған ол түсінік келе бастады. Бірақ Мақпал, мысалы, мен де саған қызығатынмын, иә? Сен кез келген министр дейсің ба, банктың бастығы ма, ол жұлдыз ба, Әкімнің әйелі ма, бәрібір еді ғой саған. Кім керек дейсің, соны сен алып келетінсің. Сонымен таныстырасың, сонымен бір күннің ішінде құрбы болып алатынсың ғой. Мен соған таң қалатын. Жандос, ойбай, Мақпал келе жатыр деп бәрі. Мен есімде, сен бір күнде $100,000 жасаған кездерің есімде. Киім сатып. Сол кезде ол $100,000 бәрі менікі емес қой. $100,000 ана грузин дизайнерлерінің ақшасы. Содан өзімнің процентімді алам. Мен негізі сол кезде сен маған айтқан боласың. Сен айтқан боласың, сен өзің табиғатыңнан квантовый скачок жасап жүрген адамсың дедің. Сен просто соны ұғына алмай тұрсың дедің. Сол кезде кейін қарасам, расымен де мен ешқандай білім болмаса да басымда, яғни өмірімде скачоктар жасағам. Мысалға мен бір адамды көрем ба өмірімде, например, ол үлкен министр болуы мүмкін. Телевидениеден көрем да, мен ол адамды, мен адаммен араласқым келеді деймін ғой. Бір ай өтпей ол адамның кәдімгі үйінде шай ішіп отыратынмын да. Яғни мен ол дүниелерді өзім бессознательно жасағам. Кейін мен оның алгоритмін зерттей бастадым. Яғни квантовый скачок жасаудың нақты ережесі бар ма деп. Сол ереженің нақты жолын білгендіктен өзімнің өмірімде қолданып көрдім. Өзім өмірімде мысалға Инстаграмды аштым. Сол кезде есімде тағы да сенімен қатысты әңгіме. Мысалға сен айттың, біз бәріміз ортақ чатта бармыз. Бәрінде Инстаграм бар. 2018 жыл уже. Бәрінде Инстаграм бар, барлығы Инстаграмдарын күшті жүргізіп жатқан кезде сен айтып қалдың, Мақпал, екеумізге ғана Инстаграм күлмей тұр ғой дедің. Есіңде ме? Сол есімде жоқ, айта бер. Есіме ақырын еміс түсіп жатыр. Екеумізге ғана Инстаграмнан ешқандай подписчик жиналмайды, бізге не қылмай тұр ғой дедің, күлмей тұр. Ол кезде біздің айналамыздың барлығы Инстаграм аша бастады. Бізге ғана Инстаграм не откликается деді. Құдай қызық болды да, екеумізде какой-то момент бір шылшок болды ма, одан кейін біздің екеуміздің де Инстаграмымыз взлетқа кетті. Яғни сол кезеңдерде мен өзіме ішкі әлемімде программа жасадым. Мен Инстаграмда 1 миллион оқырманым бар деп. И ол 1 миллионға мен уже 2019 жыл жетіп қойдым. Бір жылға жетпей 1 миллионға жетіп алдым. Сосын мен өмірімде осы нәрсені, кейде, конечно, біз өзіміздің ескі матрицамыз бар, программаларымыз бар. Мен өзімнің программаларым барлығын көре бастадым. Неліктен менің тағдырым осындай болып жатыр? Неліктен мен өмірімде қайталана беретін оқиғалар? Неліктен мен ақшасыздыққа кіріп кетем деген кезде өзімнің матрицамды... Сен көп ақша табатын едің ғой? Ой, жоқ, ондай көп емес. Білмеймін, бір күнде $100,000 кез келген адам таппайды, біреудің затын сатса да. Ол жерде менің процентім ғана бар ғой, ол $100,000 мен сатқанмен. Қайда кететін ол ақшалар? Жұмсаймын ғой ақшаны.
шашам ғой, шашқан жақсы көрем әлде шаш ұстаймын арасында. Сондықтан, яғни өңіліп, өзім матрицамды көре бастадым. Сол матрицамды көрген кезде, яғни өзімнің ішімде әртүрлі қызғаныштардан, өкпелеп қалған айналаға кішкентай бөпе екенімді, жаңағы өзімді эмоциональный шешімдердің бәрін қабылдайтынымды, бүкіл өзімнің ішімдегі бүкіл ішкі әлемімді зерттедім. Сол кезеңдерде қызық 2019 жылы Айнұр Тұрсынбаева Джон Кеханың сабағын сатып алған ғой 500 мың теңгеге. Сөйткенде ол сабақты Айнұр өзі ақкөңіл адам ғой, Мақпал ана сабақты екеумізді көрейік деді. Мен саған паролін берем деді. Өз көрмеген Құдай біледі. Содан мен ана сабақты сатып алған кезде Кехадан ұққан дүнием, сол 2019 жылдары ғой, ұққан дүнием, ол айтты, сен өзіңнің ішкі бағыңды дұрыста деді. Яғни мен өзімнің ішкі бағым, ішкі әлемім толып кеткен арам шөп, өмірге деген өкпе, адамдарға деген өкпе, ақшаға да өкпелеп қаламын. Ой, мен не келмей жатсын, Құдайға да өкпелеп қаламыз. Яғни осыншама ішімде тола программа екенін көрдім да, осыны чистое сознаниеға, яғни ішкі тыныштыққа алып келіп, қазіргі сәтке алып келген кезде, міне қазіргі сәт миыңда тыныштыққа алып келіп. Қазірде ақшаны шашып тастайсың, бірақ сен бұрынғыдай қорықпайсың. Солай ғой. Тауып алам. Қазір оған оралам. Квантовый скачоктың кішкене алгоритмін айта кетсем. Айтайын ба? Айт. Яғни осы бүйтіп тыныштыққа біз либо матрицада тұрамыз, өзіміздің бессознательный программамызда, либо сен тишинада тұрасың. Мысалға, мынандай духовный ілімде мынандай сөз бар. Құдай сенің үйіңе 1000 рет келді дейді. Сенің Құдай үйіңе келген кезде, бірақ сен жоқсың дейді. Өйткені біз ойдың ішінде, либо эмоцияның ішінде, либо өзіміздің бессознательный программамызды, яғни соны қоректендіріп, соны абсолют етудің ішінде тұрамыз. Ал егер сен осы тишинаға оралсаң, ішкі тыныштыққа, ішіңді полностью пустотаға, тишинаға алып келсең, кәдімгідей мысалға мен қазірдің өзінде дыханиеңді фокусыңа қой, назарыңды алақаныңа аудар, назарыңды табаныңа аудар деп адамдарды осы сәтке қондырам. Сол кезде сен тишинаға келген кезіңде сенің ішінде пустота болады. Сол кезде сен қазіргі сәтке ораласың. Қазіргі сәтке оралғанда қазірдің өзінде божественный энергия тұр. Ты подключен к этой энергии. Ты вне матрицы. Либо сен матрицадасың, ми не істейді, азаннан кешке сен қорқытады, сен үркітеді, өмірден не істеймін, бейшарамын, сен онша емессің, сен қазір күшті сөйлемей жатсың, сен басқа 1045 нәрсені айтады. Либо ты его слушаешь, и соның марионеткасы болып умның айтқанын істеп өміріңнің барлығы бейшаралықпен өтеді, либо ты себя освобождаешь. Сол тишинаны алып келесің. Мен алып келдім. Мен қазірдің өзінде, қазір назарымды дыханиеға аудардым, назарымды табанның астына жібердім. Я здесь и сейчас. Только когда адам здесь и сейчас болғанда, божественный энергияға қосылып тұр. Бітті. Ол энергияға екінің бірі қосыла алмайды. Өйткені адамдар өзінің матрицасына түсіп кете береді, ішкі матрицасына. Сол энергияға қосылғаннан кейін, енді Абайдың сөзі бар. Жүректің көзі ашылса, дейді, хақтықтың түсер сәулесі. Божественный энергия саған түседі, дейді. Іштегі кірді қашырса, дейді, адамның қиқмет кеудесі, дейді. Іштегі кірді қашыру деген сөз, жаңағы Джон Кеханың внутренний садыңды тазала, дейді. Ішкі бағыңды тазала, дейді. Яғни, ішіңді тазалағаннан кейін, чистое сознаниеға айналғаннан кейін, өзің жүрекке өтесің, и әлемді жүрекпен көресің, баспен емес, өйткені біз баста мекен дейміз ғой. Жүрекпен көргеннен кейін, ты можешь себе записать любую программу. Жамботалар, өзіңнің, мысалға, Америкаға барғың келе ма? Америкада жүргенді сезін, телаңа жаз. Өйткені тело стало разумом, дейді Джо Диспенза. Сен оның бәрін анық түсініп отырсың ғой, өйткені өзіңнің өміріңде қолданған дүниелер. Біз теломызға әбден жазылып қалған. Бейшараның көйлегін күнде киеміз. Таңертең тұрғаннан кейін біз уже автоматын бейшара болып тұрамыз. Либо біз әбден денемізге жазылып қалған қорқыныштың, қазір ақшасыз қалам ба, ойбай деген. Соны киеміз. Біздің ішкі әлемімізде болып жатқан процестердің барлығы біздің сыртқы өмірімізді тарта береді, магнит сияқты тарта береді. Сондықтан әр адам өзінің ішкі әлеміне үңіліп, ішін чистое сознаниеға айналдырып, ол жерге можно любой состояниен жазуға. Бай болғың келе ма, байлықты қазір келгенде сол состояниеде өмір сүре бастайсың. Нені машина алғың келе ма, машинаның иесі сияқты. Осы алгоритмдерді түсінгеннен кейін өміріме қолданып көрейін дедім. Пашам айт, қазір отырайын да. Ақыры ақшасызбын, ақыры, ажырасып жатырмын, ақыры өмірден жоғалтатын ештеңе жоқ дедім ғой. Теряться нечего, отырайын да жасайын дедім да. Кәдімгідей 8 сағаттап отырып, өз-өзімді, как вот
Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Адам медитацияға отырғысы келмейді ғой, өйткені бізді ум хочет отвлекать. Ум хочет қазір ана жаққа барып келейік, ананы істеп келейік деп. Яғни медитация жасағым келмейді. Сонда Джо Диспензаның керемет сөзі бар, былай айтады: мен как собаку өзімді дейді, теломды управлять етемін. Если сен қазір медитация жасамасаң, мен саған тамақ бермеймін. Если сен қазір медитация жасамасаң, ешқайда шықпайсың деп, өзімнің ішкі әлеміме өмірімді жаза бастадым дейді. И мен де терять нечего отырғыздым. 22-ші жыл, қалтамда көк тиын жоқ, өмірден баз кешіп жатырмын. Отырғыздым да кәдімгідей целенаправленно жазғыза бастадым. 1 миллиард теңгені жасап көрейін. Ақыры көк тиынсыз отырмын. И мен отырдым да 1 миллиард теңгені кәдімгідей оның алгоритмдерімен үнемі сабақтарында айтам, қалай жасағанымды. Яғни миыма 1 миллиард теңгені елестетем, телома жазып жатырмын 1 миллиард теңге. Тело сенбейді. Қайдағы 1 миллиард? Бірінші күн жазған кезде менің ішкі әлемім айтты: қайдағы 1 миллиард айтып тұрсың? Сенің қалтаңда қазір 10 000 теңге де жоқ қой, қайдағы 1 миллиард айтып тұрсың? Сен қазір бейшара болып тұрсың ғой деді. Яғни ішкі әлемім маған өзіме қарсылық болып тұр. Мен айттым: почему бы нет, короче. И алып жасай бастадым. Өзім 1 миллиардта ие болып жүргенімді. Хотя ақиқатында қалтамда 10 000 теңге жоқ, үйде съемный квартирада жатырмын. Қыстың күні еще ол квартира суық, үстіме көрпені жамылып алып жасап жатырмын. Ақыры 8 сағаттап жасадым. Еще ана Атырауда Гүләпше бар ғой. Сол бір күні маған звондаған, мен телефон алмай, мен жасап жатырмын. Ақыры құр отырмай, 1 ай отырып жасайын. 2 айға жет болса, 2 ай жасайын дедім. Сөйтіп жасап жатқан кезде есікті ашып кіріп келген ғой. Тұрсайшы, адам баласын көрсейші, ешкімді көрмеймін, жасайын дедім. И сол уақытты бөлгеннен кейін бір кезде, яғни мен жүрекке жеткенімді білдім. Жүрегімде кәдімгідей ерекше состояние пайда болды. Как будто мен қазір 1 миллиардтың кеп тұрғандай, қазір қолыма ұстап тұрып, есім денеммен сездім. Йой, это сделала дедім да. Яғни телоға. Есімде қазір бір әңгімеден соң бір әңгіме келіп жатыр ғой. Ана Ардаша осыны естігеннен кейін мені Стамбулға шақыртады, барлығы, қыздардың барлығы. Ардаша нәтижеден кейін осы 24-ші жыл, 25-ші жыл ғой, ұмытпасам. Ардаша шақырады да Стамбулға: Мақпал, маған жасатқызшы, мен бір $1 миллион вилла алғым келіп тұр дейді. Я должна прочувствовать это. Мен айттым: ты должна, прежде чем вилла Б точкасы өміріңе келгенге дейін, сен вилланың иесі болып сезінуің керек деймін да, сезіну, тәніңмен сезінуің керек дедім. Қалай? Давай істейміз. 2 күн отырдым Ардашамен. 2-ші күн: ё-моё, не болса, вилла тұр, мені қалтасында ақша жоқ оның да. Ол $1 миллион вилласына қызық тұр, мені тұр, алдым деді. Сөйтіп ол кетіп қалады. Одан кейін ровно 3 ай өткеннен кейін мен одан кейін Балиға кетіп қалдым, Дубайда болдым. Қазақстан келгеннен кейін Ардаша екеуміз Моншаға барамыз, айтамын: Ардаша, айтпақшы, виллаң не болды? Айтпақшы, мен соны алдым ғой дейді да. Яғни сен телаң сенген нәрсенің барлығын саған Вселенная өзі әкеп береді. Бірақ ол оңай емес, жанботалар. Теланы сендіру оңай емес, өйткені сенің ішкі миыңның өзі қайдағы қыртпашын әңгіменің бәрі өтірік. Кешке тамақ істеші, пожалуйста деп. Өтірік деп айтады. Сонымен жасағаннан кейін біраз уақыттан кейін менің өміріме, яғни Вселенная саған өзі жібере бастайды, когда ты уже готов принять эти деньги. Менің өміріме, яғни Назым Әли деген қыз бар, осы эксперт қыздардың бірі. Сол көп ұзамай маған айтады: Мақпал ханым, сізді Сандыққа шақырайын, Сандыққа келіңізші дейді. Құдай ақы бар ғой, Сандық ресторанына келгенде мен қалтамда көк тиын жоқ, счетты ойлап отырмын. Қазір ана счет төлесе, короче, ана Назым төлей ма, маған алып келсе, мен қазір ана счетты қалай төлеймін деп ойлап отырмын ғой. Мен қазір, яғни өмірімде бір құлаған, дынуға жетіп тұрған моментім. Қыпылықтап отырмын, еще қасымда жалғыз келмей 3-4 қызды алып келгем. Олардың бәрі еще заказ беріп отыр. Оларға қарап қоясың: ой, ана счет қашан деп. Сөйтіп отқан кезде әйтеуір Назымның күйеуі Бақтияр төлеп деген кезде Назым айтады: Мақпал ханым, бір жігіт бар, продюсер. Сол жігітті мен сізге жіберейін, сіз сонымен попробуйте деп. Түсіндім, бұл Вселенныйдың знак екенін, яғни менің жаңағы миллиардым уже менің өміріме келудің амалдарын іздеп жатыр. Содан кейін сол жігітпен жасадым жұмыс, тағы да бір адамдар келді. Мұхит деген продюсер, кстати, и менің өмірімде бұрқ етіп 1 миллиард теңге. Осыдан 3 ай бұрын 10 000 теңге таппай, жаңағы 100 000 теңгені счетта қалай төлеймін деп отырған адам айына 150 миллион, 258 миллион бұрқ етіп келген кезде мен өзім таңғалып қалдым. Это есть квантовый скачок да, яғни сенің өміріңе ішкі әлемде, квант кеңістігінде сен өзіңнің қалаған тағдырың жасау. Одан кейін мен оның алгоритмін білгеннен кейін, яғни өміріме қызымның Америкада оқуға түскені, квартира, любой нәрсені жасай бастадым. Өзімнің шетелге шыққандарымды. Бірақ оған біз мынандай ғой, біз үнемі занятымыз.
әйтеуір сыртқа бір подушкалармен шақырып кетеді, моншаға кетіп қаласың, тағы бір нәрсе, яғни отырып біраз жасауға, уақыт сен ешкіммен араласпай кеттің ғой. Сол кезде отырып осы жасауға жасадың ба? ешкімнің құлқы жетіспейді. Сол кезде өзім жасадым. Сонымен қатар өзімнің ішкі мышлениемді толық қарап шығуға тура келді. Яғни мен неліктен менің өмірімде мені мысалға адамдар ренжітеді, неліктен менің өмірімде жаңағы бір оқиғалар қайталана береді, неліктен менің өмірім осылай деген сұрақты, өзгелерді кінәлауды доғарып, яғни өзімнің ішкі әлемімде сол тағдырды шақырып тұрған матрицада программаларым бар екен көріп, сол программалардың әрқайсымен исцеление жіберуге, что маған өзіме деген махаббат жетіспейтіндігін, өзімді қорғай алмайтындығымды, ішкі границаның жоқтығын, жүрегім жабылып қалған, өкпелеп қалған осының барлық частімен жұмыс істеуге мен 5 жыл былайша айтқанда ішкімен араласпадым. Бүкіл чаттан бір күнде шықтым да, 5 жыл өзіммен жұмыс істеуге кеттім. Мін нәтижесі. Нәтижесі өмірге риза адам. Негізінен енді сен әрдайым позитивте жүретін адам етінсің. Мен көрмеппін бір Мақпалдың егіліп бір жылап отырғанын ше. Сен әрдайым айтасың, бәрі жақсы болады. Ақшам жоқ кезде ертең тауып алам. Бір жерден келеді. Қазір біреуге звондай салайық, табамыз қазір. Мұның бәрі кванттық секіріс болды. Бірақ сен соны ұстап қала алмадың ба? Мен негізінен өзінің әлсіздігін өзгелерге көрсетуге қатты қысылатын адаммын, Айнұр. Елдің барлығы мені сыртта күліп жүргенмен, ішкі өмірімізде менің де жылайтын, менің де ренжитін, менің де өмірден түңілетін сәттерім болады да, бірақ мен оны барынша көрсету маған өте ауыр болды. Ол уақыттарда мен өзімнің әлсіздігімді, мысалға өмірде бір қиындықтар болатын момент болады, сен әлсіздікке кіресің, яғни минусқа кіресің. Сол кезеңдерде біз өзіміздің әлсіздігімізді қабылдай алмаймыз. Дәл қазіргі өміріңде сен күйеуің тастап кетуі мүмкін, либо сенің өміріңде ақшасыз минуста жатсың деген сөз. Яғни бізге қатты ол минус емес, өзіміздің осы әлсіздігімізді қабылдау өз сәтте қиын да. Өйткені шын мәнінде егер сен, да, мен қазір әлсіз болып тұрмын, это нормально, Алла тағала, я қазір жылау керек болатын болса жылаймын, и менің өмірімдегі осы нормальный кезең дейтін болсаң, сен жылдам сол жерден шығып кетесің. Өмір тек қана мықтылықтан тұрмайды. Өмір біресе әлсіздік, біресе мықтылық. Әр кезеңге ашықтық деген кезде, әлі де талай кезең күтіп тұр. Сондықтан сен менің егер күліп жүргенімді көрсең, ол просто мен саған әлсіздігімді көрсетпедім деген сөз. Мен былай өте ашық адам болғанмен, как будто мне кажется, елдердің бәріне бір ішкі сырымды ашық айтып жүрген адам болғанмен, көп нәрсені, өмірімнің кезеңдерін өзім проживать еткен жақсы көремін. Асқар Сүлейменов деген мықты жазушы бар ғой. Сол кісінің анасы бар. Сол Асқар Сүлейменовті өмірге әкелген кезде есіктің бәрін құлттап, ана табалдырықтың аузына тұрып, өзі босанған екен да, өйткені ешкімнің көмектескенін қаламаған. Баламды өзім өміріме әкелем деген. Неткен әйелдің мықтылығы да. Сол сияқты менің өмірімде жаным жараланған, бір қансырап қалған, оқ тиген сәттерімде мен өз жарамды өзім жазам. Есік терезенің бәрін жабам. Жаңағы бір музыкаларым бар, жанын сыздататын деген, сол аңырататын музыкаларды қоям, жылайым. Маған біреуге бөлісу өте ауыр. Мен ол нәрсені кейін әйтеуір өзімді меңгердім. Кейін бөлісіп бастадың. Кейін үйрендім. А так маған всегда андай, жизнь прекрасна деген масканы киіп аламыз да, жүре беретінмін. На самом деле маскада емес, мен өзім табиғатымда солай. Бірақ мен қиналып тұрған сәттерімде де жизнь прекрасна деп не қылмайтындығым, дес бермейтіндігім. Кейін, яғни өзімнің осы қиналатын сәттеріме де еркін өтуді, ол да менің бір частім екен, әлсіздігім де менің бір частім екенін қабылдап, соның бәрін қабылдағаннан кейін ғана ішкі жан дүниемде өзіме деген шексіз құрмет пен махаббат орын алды. Негізі сен батырсың ғой. Есіңде ма? Мен, Айнұр Тұрсынбаева, Құралай, Мәскеуге бардық қой. Сол кезде есімде сенің өз ақшаң онша көп емес, сен онша көп емес, жоқ, 0. Нервтан кетіп тұрсың, ақша жоқ, сендер еще көзді қызықтырып магазинге бардыңдар да менің жан жарамды тырнадыңдар да, көз алдында еще Айнұр Тұрсынбаева айтады, сол кезде дейді, жаным, Айнұр да бір алтын адам ғой. Айнұр айтты, магазинге кеттік, Құралай, сен, мен, Айнұр төртеуміз. Қасымызда еще бота бар. Сен ана 1045 брендтерді алып атсың. Менің ішім қанжылап ана брендті ала алмаған үшін өз-өзінен бейшара болып сезініп. Мен жылап тұрмын ғой, Айнұр айтады. Сол кезде дейді, дүрмектен қалмайын деп, бір Луи Виттон туфлиді алып аптым, оны өлі кимейсің, кие алмайсың дейді. Не үшін алғанымды өзім білмеймін дейді үйге. Ана жұрттан қалмау керек деп алып аптым дейді. Сол Луи Виттон туфли үйімде 10 жыл тұрды.
не істерімді білмеймін. Оның өзін әрең алды ғой. Ең соңында мен ұрысып, аласыңдар ма, Кимепті алмайсыңдар ма? оны, кимепті. Квартира алып атқандай болмаңдаршы, тезірек алыңдаршы деп әйтеуір ал деді ғой. Сөйтіп сол кезде нені айтайын деп едің Москвада? Сол кезде сен ақшасыз бола тұра қасыңа ботаны ертіп келдің. Жоқ, бота өзінің счетына келді. Өзінің счетына келді, мен ертіп келген жоқпын. Әйтеуір Мен ертіп жүресің мынандаймын да, біреуді. Айнұр, если честно, менің өзімнің аватар. Яғни аватар деген сенің ішкі болмысыма өзім ғашық болып қаламын өзімнің. Көресің ба? Бұл шынымен. шыны мәнінде талай ақшасыздықтың көкесін көрген. Мысалға мынандай, қарашы, сен ақшасызсың, адам бірақ часть Балиға ұшып кете ма? Қалтаңда обратный билет жоқ. Короче, сенің қайда қонатының белгісіз. Балиға ұшып келгем, ақшасыз. Айка деген көмекшім екеуміз. Бірінші күні енді қалтамызда бір 100 000 теңге бар шығар. 12 000 теңге гостиница алып, Инстаграмда "О, жизнь прекрасна" деп жүреміз. 3 күн өтті, 4-ші күн, 5-ші күні басымызды қатып, қалай қайтамыз Қазақстанға деп отырмыз екеуміз. Миымызды ашып, қалай қайтамыз. Ондай трюктарды мен өмірімде миллион рет жасағам. Жоқ, Не то, что Америкаға ұшып кеткем. Бір рет, короче, Америкаға ақшасыз ұшып кеткем. Америка барғасын көрем дедім. Короче, бір рет қызық болды да. Негізі менің табиғатым кішкене жаңа аватарым авантюрист. Это в хорошем смысле. Яғни мен рисктен қорықпаймын да. Кете беремін басым ауған жаққа. Бір күні неге барғам ғой? Украинаға баратын болдым. Қарасам, Алла Клименко деген, короче, бір әйелді оқимын. Күшті әйелді, интересно. Сосын осының тренингіне барайын дедім да. Алла Клименконың командасына звондадым. Тренинг қаншасы күн? Мен Қазақстаннан келем дедім да. Сөйтіп аэропортқа кетейін деп тұрмын. 2019 жыл қасымда Айка тұр. Қалтамда көк тиын жоқ, 30 000 теңге ақшам бар. Қайда гостиница жатасың? Алла Клименконың тренингі $500 төлейді. Оны қайдан төлейсің? Сөйтіп тұрмын. Содан кейін, короче, мен айтам Айкаға Мұхитқа звондайықшы деймін да. Сөйтіп Мұхитқа звондадық. Айтпай ақ қояйын фамилиясын, менің досым. Мұхит, маған, пожалуйста, 50 000 теңге 50 000 теңге берші. Украинаға барып келейін деп едім. Мен, короче, Украинаға ұшып бара жатырмын, Киевқа дедім. Мұхит айтты. Менде жоқ, Макөс, мен саған ертең тауып берейін деп тұр ол. Қазір жоқ деді. Сосын Айкаға барып, билетті Ақтаннан неге алып алғансың? Қарызға. Короче, Ақтан деген жігіт бар еді, бәрімізге билет қарызға береді. Билет алып береді. Сөйтіп аэропортта тұрып, бір кезде есіме түсті. 2019 жылдың сол ортасында ма мен Литваға барған бір тренингке. Онда да әйтеуір қанғалақтап жеткем. Сол тренингте бір Оля деген қызбен танысам. Киевте Оля бар еді ғой дедім да, Оляға жаздым. Оля, здравствуй, привет, нөмірін сақтап алыпты әйтеуір. Мен осылай Киевке бара жатыр едім, маған, короче, не тауып қоясың ба дедім, гостиница. Өзінше бір қалтаңда ақшасы қиып тұрғандай, сондағы 30 000 теңге. Сосын ойлайды, да, приезжай, короче, я тебе найду гостиницу. Как только приземлишься, позвони деді. Окей деп, Айка бүйтіп тұрып, Мақпал апай, уайымдамаңыз, біреуден бір 50 000 теңге алсам да тауып жіберем деп. Сонымен ұшып кеткесін Киевқа келдім, бірақ мен айттым, мәзбін, келдім, аэропорттан жаңа не қосып алғам, роуминг. Оляға звондадым. Оля, я прилетела, мен гостиницам бар ма деп қоясын, уверенный дауыспен. Оля айтады, сначала дейді, ты приедь, менің үйіме кел дейді, содан кейін гостиницаңды решим дейді. Міне менің адресім дейді, адресын жібереді. Бірақ Алла тағала мені всегда осы тәуекелім үшін көмектеседі да. Сөйтіп мен ана келем, короче, загородный домик, самый дорогой Киевтағы ана виллалардың ортасына келем. Ё-моё, мен сонда кіммен танысып алғам деп өзім таңғаламын ана қызбен. Сөйтсем ол қыз по правам человека международный әлемдегі крутой юристтердің бірі екен. Сөйтіп адвокат па? Сөйтіп келем, ананың вилласын деп кірем, короче, есті ашық қалсам, сол Литвада болған 5-6 адам жинақ қойған, мен келеді деп. Барлығы есті ашық қалған кезде, о деп мен күтіп жатыр, менде 30 000 теңгем бар екен, ұмытып кеткем. О деп олар мен мәз болып, бір қарасам, вино ішіп отырып аналар, о деп, бір қарасам, короче, сыр бар, бір плавленый сырды, мынау шведский сыр бір нәрсе көр деп, оны жеп отырып, ұмытып кеткем ана, короче, қаяққа баратындым, ақша жоқ, түн болған, аналар мен әңгіме айтты, деп отқам ғой. Бір кезде есіме түсті, Оляжан, сен маған не таптың ба? Отель таптың ба десем, зачем тебе отель? Мен күйеумен ажырасқам, осы үйде тұрам, дәу виллада, 2 қызым бар, сен, короче, мына жоғарыда бір бөлме бар, деревянный, мен саған соны кеткенше берем дейді. Мәс саған, жизнь удалса деп, сонымен жаңа 30 000 теңгені, 3 000 теңгесін такси ұстап, Алла Клименкоға келесін, командасын айтасың. Мен Қазақстаннан келдім, 3 күн өтеді, 3 күнге шейін мен сіздерге тауып берем $500. Мен кіргізіңдер деймін, олар жарайды, кір деді. Сонымен бір қараса, сахнаға шығып алып, Алла Клименкомен билеп, елдерге ақыл айтып, ана жерде қырғын болып жүрсің.
30 мың теңгемен. Сөйтіп, 2-ші күн дегенде ма, Айка сонда Мақпал апай, біреуден біздің берешек ақшамыз болған, 1 миллион теңге түсті, сізге қанша ақша салып жіберейін деп. Яғни Алла тағала всегда за доверие сенің ішкі сеніміңе қарай, сенің ішкі шешімдеріңе қарай, қадамдарыңа қарай береді. Мен өмірде өте көп қадамдарды қорықпай жасай берген адаммын да. Квартира алғанымды естісең, вообще шок боласың, қалай алғанымды. Талайын естідім ғой сенің квартира алғаныңды. Квартира Сен біреуін айтып берші, қайсысы? бір квартира алам деп шешім қабылдаймын. Өзімше жаңағы медитация жасаймын, болды, квартира алам деп. Бұл кванттық секірістен кейінгі квартира. Жоқ, сол кванттық секіріс кезіндегі квартира. Кезіндегі. Иә, ол бұрынғы квартиралар емес, бұрын талайын алып, талайын сатып, оны 1045 квартирадан өттім ғой. Иә. Одан кейін мен ажырасқаннан кейін квартирасыз қалдым. Сөйтіп ол квартирамды сатып жібердім. Сөйтіп, өмірімде қазір менің адамдар көрсе, менің бір частымды көрсін, яғни өте қатты рискованный тәуекелшіл адам екен. Сөйтіп 30 әйелге тренинг өткізіп атам. Өткізіп атқан кезде есікті ашып, уже мен бір апта бұрын ғана квартираға жасаған болатынмын. Яғни квартира алам деп жасадым, сезіндім. Оның потологын елестеттім, өте биік потолок қып. Сөйтіп отқан кезде тренингке Гүл әпше жаңа Атыраудағы есікті ашып жүгіріп келеді. Мақпал бері келші дейді. Жарайды деп шығам, ол айтады, Мақпал, мен көршім квартира сатып жатыр, аласың ба дейді да. Яғни Рамстың квартирасы. Окей, алам деймін, қалтамда көк тиын жоқ. Айканы жіберем, сен барда ана квартираны көріп кел деп. Сөйтсе, ана Айка барғанда ол квартираны көрген, все Мақпал апайға ұнайды деген, договорға қол қойған, и договорға алып келген, договорды алып. Екінші, қазір мен қол қоюым керек. Біріншіден ол сағат 8-ге шейін 1 миллион теңге задаток тастауым керек ол квартираға. Еще айына 27 миллион теңгеден төлеу керек. Қалтада көк тиын жоқ. Сөйтіп Айка кіріп келеді, договорды алып. Мен жаңағы 30 әйелге тренинг өткізіп тұрмын ғой. Кіріп келеді да, Мақпал апай деп, квартираңыз құтты болсын дейді да. Сосын мен жүгіріп кеп, мен квартира алдым ғой деген ғой. На самом деле оның даже 1 теңгесі төленбеген ғой. Сөйтсе ана 30 әйел тұрып, айналайын-ау, сенің квартирасы жүргеніңді қатты уайымдайтын еді деп. Бір кезде торт алып кеп, ана менің квартирамды жуып атырық бәріміз. Енді Айка бір кезде, Мақпал апай, мен сізге айтпадым, не десем, сіз айына 27 миллион теңге төлейсіз. Оппа шамайт, 4 айға қол қойып жүргем 27-ден 100 миллион бір нәрсе миллионға. Мәссаған дедім, енді придется онда жауапкершілікті алуға. Құдайдың құдіретімен сол айда мен өте көп ақша таптым да. Ол 27-ден 4 айда қалай жауап тастағанымды өзім білмей қалдым да. Бұл жерде айтқым келетін нәрсе, ақша белгілі бір запросқа, сіздің шешіміңізге ғана келеді. Адамдарда нақты запрос жоқ, өзіне не керек екенін білмейді. Қазір сіз осыны көріп отырып, мен машина алам деген шешім болатын болса, сізде четкий қалау болатын болса, және ол қалауыңыз сізді зажигать етіп, я хочу этого, хочу деген состояние тұратын болса, ол сенің өміріңе әртүрлі жолдармен келудің жолын іздейді. Біз өміріміздің жас кезімізде, мысалы, машина алғанда, квартира алғанда, бізді қалауымыз қатты қуантатын. Қараш Мақпал, осы жерде түсінбей тұрмын да. Сонда кванттық секіріспенен визуализацияның айырмасы неде? Визуализацияның айырмашылығы, визуализация сен көз алдыңа елестетуің мүмкін да. Мысалға визуализация көбі орындалмады деп жүреді ғой соны. Жоқ, мысалға қара. Мысалға визуализация сен, например, Мальдивқа барғың келді делік. Сен көз алдыңа өзіңнің Мальдивта жүргеніңді елестетуің мүмкін. Мальдивта жүрсің, қыдырып жүрсің, сенің өміріңе, яғни күтпеген жерден Мальдивқа қатысты ақпараттар шыға бастайды. Сені Мальдивқа баратын әртүрлі жолдар келе бастайды. Джо Диспензаның өзінің қызы бар. Қыз айтады, әке, мен Италияға барғым келеді дейді. Сол кезде Джо Диспенза айтады, яғни өзіңнің Италияда 4 қаласына барғым келеді. Сол қалада жүргендеріңді елестет, сезін дейді. Қызы жасайды, одан кейін оған бір группа алып баратын болады. Әке мені алып баратын болады, бірақ бір қала жоқ дейді. Онда дұрыстап сезін дейді. Сөйтіп кітабында жазады ғой, дұрыстап сезінгеннен кейін, біраз уақыттан кейін, именно сол 4 қалаға еще біреу группа ақшасын төлеп апаратын қып, өзі переводчик болып баратын болып, сондай жағдай туындайды да. Әр адамның ішінде творец отыр. Әр адамның ішінде өмірін жасауға, бірақ біз ана күнделікті күйбең тіршілікпен, қайғырумен қатып қалғанымызда бізді басып тастаған, қорқа беруден. Егер содан өзіңді аршып алып, миыңа наоборот жақсы нәрсені сала бастасаң, өміріңе жылдам шақырасың. Бірақ визуализацияны менің авторский методикамда, Джо Диспензаның авторский методикасында сен ана Мальдивта жүргенді сырттан үшінші лицо ретінде көрмейсің. Сен кәдімгідей қазір мына телаңмен өзің осы сезінуің керек. Жан, тәнің, рухың бәрі сол жерде болу керек дейсің. Үшінші жақтан көрмейсің. Сен қазір міне телаңа Мальдивті кесің, сен Мальдивті міне өзің көріп тұрсың. Осы көзіңмен көріп тұрсың. Миымен елестетпейсің, тәніңмен сезінесің.
Как только тәнмен сезінгеннен кейін бір сезінесің, екі сезінесің, сенің тәніңе ол жазылады. Тәнге жазылған нәрсенің барлығы сенің өміріңе өзі келе бастайды. Оны бір демалу арқылы ма қалай кіргізесің тәнді? Тәннің кіруі ең қиыны ғой. Оймен біз енді Африкаға да барып келеміз ғой. Оймен келмейді. Мысалға, тән үйреніп кеткен. Тело стало разумом дейді Джо. Тән, мысалға, күнделікті базовый адамда 60 түрлі эмоция бар, Айнұр. Біз 60 түрлі эмоцияның барлығын ішімізге тығып тастаймыз да, тек 5 эмоцияға қатып қаламыз. Қандай эмоция? Стрессовать ету, күнде ақшаны ойлап стрессовать ету. Кортизол, жаңағы гормондарының бөлінуі, либо қорқу, либо уайымдау, либо қайғыру. Біз қай эмоцияны жиі сезінеміз, сол эмоцияларды сезінген сайын ол біздің тәнімізде жазылып қалады, как пластинка сияқты. Сен таңертең тұрғаннан кейін кешегі сезінген эмоцияңды автоматизированы сезініп тұрасың. Тело стало разумом. Яғни сен өзіңнің тәніңе ол жазылып қалады. Енді ол нәрсені сен айтып тұрған нәрсе дүниенің, яғни шындыққа жанасады. Сенің телаңда жоқшылық жазылып тұр. Сенің тәніңде қорқыныш жазылып тұрған кезде сен қалай байлықты сезінесің дейсің, Сондықтан ол байлықты сезіну үшін мен өзімнің жалпы мына курстарымда ең бірінші жүректі ашқызам. Өйткені біздің жүрегіміздің сырты уайымға, қорқынышқа жаншылып тұр. Жүректің негізгі функциясы махаббат сезіну. Базово сен махаббат сезініп тұруың керек, ал сен өмірде қиналған сәтте бір рет қиналуға болады. Человек это сосуд та. Адамның өзінен бүкіл сезімдер өтуге тиісті. Қиналған моментінде қиналды, одан кейін сен жіберуің керек. Ал бізді не жібермейді, біз қатып қалғанбыз қиналысқа. Ол ағып кету керек. Қиналдың, одан кейін сен 15 минуттан кейін тебе должно быть хорошо. Түсіндіре алып тұрдың ба? Либо сен ашуландың, 10 минуттан кейін саған хорошо болу керек. Ал біз бір ашуландық па, 10 күн ашуланамыз, бір қиналдық па, 20 күн қиналып жүреміз. Яғни өзіміздің миымызда сол нәрселердің бәрін крутить етеміз. Енді мынау бас бар, тән бар. Сен қазір қорқып кеттің ғой, қорқып кетсең, тән 15 минуттан кейін любой сезімді шығарып тастайды. Все, 15 минуттан кейін ты должна забыть. Мысалға бір қараш, Джо Диспенза былай түсіндіреді. Мысалға бір елікті арыстан қуды делік. Елік қашты, жүрегі бүкіл адреналин ішінде қандар айналды, қорқыныш келді, қашты да арыстаннан құтылған екен, қайтадан жайма шуақ шөбін жеп тұра береді ғой. Ал біз адамдар как будто жылдар бойы бір қауіп келетін сияқты әлі стрессте өмір сүреміз. Как будто жау сырттан келетін сияқты. Мына өмірге деген доверие жоқ, өмірге деген сенім жоқ. Как будто бір өзімізді мына өмірде безопасно сезіне алмаймыз. Как будто бір қауіп келетіндей үнемі сезінгіміз келмейтін шығар. Жоқ, ол тело үйреніп кеткен. Адамдардың көпшілігі, оянбаған адамдардың көпшілігі, яғни өмір қауіп, қатер деп үнемі бір телосында жаңағы әртүрлі гормондар бөлініп, стрессте, яғни СОС деген программада отырады. Сен ойлаш, бір ғана, например, 5 минут сен адамға организмді СОС деген программа көтерілген кезде, осының өзі адамның телосына, бүкіл функциясына, ағзаның қаншалықты зияны тигізеді. Ал 15 жыл бойы СОС деп келе жататын адамдар бар да. 10-20 жыл бойы қауіпті ойлап, как будто бір жамандық болып қалатындай, как будто бір қауіп төнетіндей. Сол қорқыныш жүректің сыртын қоршап тұр. Сол кезде мен дыши сердце деген өзімнің методикам бар. Яғни адамды мынау бастан жүрекке түсірем. Өйткені біз бастың ішін мекендейміз. Ойлана береміз, анализ жасай береміз, и голос в голове үздіксіз сөйлейді, ойлар сөйлей береді. Бізді алып кете береді. Они вовлекаемся сол ойларға. Біреуді жек көреді, біреуді жамандайды. Адамды мысалға, бағана ғана бір блогердің жазғанын оқып қалдым да, мен өте көп эмоционально сөйлеп отырмын, сіздерге доступно болсын деп. Бір блогердің сөзін оқып қалдым, бір бит жазыпты. Сізді егер сырттан жолың болмайды деп бір адам айтса, дейді, ол адамға дес бермеңіз деп жазыпты да. Сырттағы адамдардың сөзі маңызды емес. Біз өзімізге өзіміз миымызда отырып, сен жолың болмайды, ты недостаточно хороша, сен онша емессің, ақшам болмайды. Үнемі қорқытумен мынау бас айналысады ғой. 24 сағат бізді қорқытумен айналысады. И біз соны түрмесінде, как марионетка сияқты, соның түрмесінен шыға алмай отырмыз. Ол таңертең тұрғаннан бастап, енді қайтеміз, жоқшылық келе ма, яғни өліп қалам ба, балаларыма бір нәрсе оқып қалам ба, тағы бір нәрсе. 24 сағат сені азаннан кешке шейін үздіксіз сөйлейді голос. Оны сен еще оны ойланам деп ойламайсың ғой. Өзі автоматом қосылады да, сенің басында өз сөйлей береді. Сен қазір мына ойды ойлаймын деп шешім қабылдамайсың да, мен қазір қорқыныш туралы ойлаймын деп. Ол өздігінен автоматизированный, мына жүректің соғып тұрған сияқты, қайнының айналып тұрған сияқты, біздің басымыздағы дауыс та автоматизированный, үздіксіз сөйлеп тұра береді. Ой, сен қоспайсың. Сенің ырқыңнан тыс үйреніп кеткен пластинка өзі қосылады, өзі сені қорқытады. Бірақ сен сол ойдан, который өтірік,
шындық емес, соны шындық деп басыңа билік қойып, сеніп, қорқып, содан дірілдеп өмір сүресің. Ойы сені басқарады настолько. Ол саған айтуы мүмкін: ай, сен бұл істі істесең нәтижеге жете алмайсың, сен жетпеймін деп ойлайсың. Яғни мысалға адамның умы, қазір түсіндірейін, например, рационально ойлау. Қазір екеуміз тақпақ жаттайтын болсақ, біз умды рационально қолданып тұрмыз. Либо қазір біз екеуміз бір анализировать ететін болсақ, умды рационально қолданып тұрмыз. Көп адамдар умды рационально қолданбайды. Ол өздігінен қосылады, сенің басыңда үздіксіз сөйлеп, өздігінен сені марионетка сияқты дірілдетеді. Яғни ақылды адамдар өмірде жетістікке жеткен, бизнесте, олар өздерінің умдарын рационально пайдаланады. Басқара алады. Бұл қажетті күшті аппарат. Бұл тек қана адамда ғана бар, сана деген аппарат. Бұны дұрыс пайдалануды білмейді. Адамның басына дүниеде жоқ, компьютерлер жете алмайтын аппаратты қондырып берген, бірақ ол аппарат против адамға өзіне жұмыс істеп отырды. Адам соның ішіне түсіп кетіп, дірілдеп, қалшылдап жүр. Сол кезде мен тәнге түсірем. Мысалға, Германияға барған кезде, бір әлемді гурудың алдына барған кезде, бір ауыз сөзі есімде қалды. Ол айтты: адамдар мына бастан жүрекке 40 сантиметр түсу үшін бәленбай реинкарнациядан өтеді деді. Өйткені жүректі мекендемейді. Мен телоға түсірем. Дыши сердце, дыши сердце. Жай ғана қарапайым. Қазір мысалға назарыңды алақаның аударшы. Міне, тишина. Сен телоға түстің. Ум остановился. Назарың табаның астына аударшы. Ум остановился. Назарыңды жүректегі дыханияңа қарай қадаш. Міне, молодец, кіріп тұрсың. Сразу подключение бар. Адамдардан білем. Вообще өзінің ішкі әлемімен подключение жоқ адамдар бар. Вообще ішкі әлемі қатып қалған, кірпіш сияқты сыртта ғана өмір сүреді. Өзінің ішкі әлемін сезбейді. Ішкі сезімталдығы өшіп қалған. Өйткені өз сезімдерінен қорқады. Өз сезімдеріне қарай алмайды. Сонда, яғни жүрекке түскеннен кейін іште тишина болады. Сол кезде ғана сен сезіне аласың. Оны сезіну үшін алдымен сен кәдімгідей бірнеше дайындық процесінен өтуің керек. Яғни жүрекке түстің, міне қазір жүрегің сез, Айнұр. Енді жүрегіңде отырып, Абылайдың өмірге келіп қолыңды алған сәтін сезінші. Немесе қатты бір қуанған, ғашық болған, жастық кездегі бір сезімдерді шақыршы. Сезініп отырсың ғой, міне. Көрдің бе? Уже сенде жүрекпен контакт өте жоғары ғой. Сен енді практикалар жасайсың, не қыласың. Осының даже бір реттен жасай алмайды. Мен бірнеше мәрте қазір жүрекке түсірем, түсіргеннен кейін жүрек ашылады. Ашылған кезде жүрегіңмен сезін. Бөпеңді кішкене қолға алғанды, анаңды құшақтағаныңды, айқайлағанды. Яғни ол сезімдер ешқайда жоғалып кеткен жоқ. Сенің бақытты, возвышенный сезімдерің ішіңде тұр. Соны сезінгеннен кейін жүрекпен, енді өзіңнің арманыңа жеткенді жүрекпен ғана сезіне аласың. Саған қуанышты сезіндіретін жалғыз сендегі құнды қасиетті дүние ол жүрек болып табылады. Егер сенде жүрекпен контакт болмаса, сен сезіне алмайсың. Баспен ешкім байлыққа жете алмайды. Тек телода. Сол жүректі ашқаннан кейін сенде көрдің бе, жылдам жасалып тұр, өйткені контакт бар. Өткеннен кейін сен өзің сезімталдығыңмен отыра аласың. Соны өткеннен кейін жүректе сезінген кезде, мысалға, новый, мысалға, я не знаю, машина алдың, либо сен Американы өзіңе сала бастайсың. Сол кезде сенің жүрегіңе бірнеше мәрте салған кезде ол телоға что делает? Записывается. Түсіндіре алдың ба? Иә, түсіндім. Керемет. Былайша айтқанда, бізде көбі ми істейтін адам көп, бірақ жолдары болмайды. Сол кезде осы практикалар жасау керек. Сен күшті нәрсе жаздың да? Бір рет мен сенің сторисынан көріп қалдым. Сен бит жазында адамдардың көпшілігі жақсы адам болып жүргенінің зардабын шегіп жүр деген сияқты. Приблизительно осындай ракпен де ауыратын негізінен көбінде жақсы адамдар. Өте жақсы адамдар бар да, которые өмірде жақсы болуды мақсат тұтқан, бірақ мынау миы, ол адамның жүрегі жақсы болғанмен, миы против өзіне жұмыс істеуі мүмкін да. Өйткені мынау бәрібір Вадим Зеланд айтқандай, мынаумен мынау келісімге келу керек. Мида тишина болу керек. Ми сөйлей бермеу керек. Сен онша емес екеніңді, сенің бейшара екеніңді, яғни миды да придется басқаруға. И жүрекпен түсесің да, жүрекпен сезінген кезде все, квантовый скачок жасалды. Все, контакт кетті. Мида тишина, ми тыныштық, келістім деген сөз. Бұл келіспейді ғой, үздіксіз сен қорқытумен айналысып жатыр. И жүректе жаңағы сен жүрегіңмен машина алғанды, байлыққа жеткенін сезінген кезде все, контакт кетті. Тіпті ешқандай қорқыныш болмаса да, біздікілер өткен шақпен өмір сүреді, немесе болашақпен. Болашақта қорқынышпен өмір сүреді. Әйтпесе күнделікті не тамақ істеуім керек,
таңертең ерте тұра алам ба, тұра Ұсақ алмаймын ба? Иә. 2000 теңге шапан сияқты әңгімелетін Иә. төңірегінде. Әртүрлі сондай ойлардың жетегінде қалып кетеді демекшісің ғой. Мен мысалға ойлаймын да, ғұмыр, адамның ғұмыры өте қысқа да. Әрине. Бізге миға, мынау великий обманщик, Джон Кэх айтпақшы, сенің басыңда отырған великий обманщик. Ол айтады да, өмір жүре беретіндей, как будто бір күні бақытты болатындай, бір күн жетем ғой деп ойлайды. Ал шын мәнінде адамдар сол великий обманщикке поддается. И соның айтқаны шындық деп ойлайды. Мына өмірді неге айырбастап отырмын деген, сенде өзіңе бір глобальный терең сұрақты қоюың керек та. Шындықтың бетіне тіке қарау керек. Мен ғұмырымды неге айырбастап отырмын? Шын мәнінде адамдардың көпшілігі ең құнды біздегі ақша да емес, ең құнды зат та емес. Оның бәрі әшейін уақытша сізге пайдалануға беріліп тұрған дүниелер. Бүгін бар, ертең жоқ. Ең құнды адамның ғұмыры және адам болып табылады бұл өмірдегі. Сен өзіңнің ғұмырыңа деген, сенің ішкі әлеміңде құрмет болу керек та. На что я трачу свою жизнь деген сұрақты өзіңе қойған кезде, сол кезде өте ащы жауапты аласың. Что сен өміріңді текке біреуді өсектеуге, текке ренжуге, өзіңді қорлауға арнап жатқаныңды. Осы сұрақтан кейін әрі қарай өміріңе өзгеріс басталады. Және сондықтан әркім өзінің ғұмырының мәңгі емес екенін ұғып, ол ғұмырды дұрыс сүруге. Мен егер сіз мысалға адамның мозгпен ол келіспейді. Адамның мозгы адамды защищать ету үшін қойылған дүние. Бұның міндеті любой белгісіздіктен қорқады мозг, и любой жаңа нәрсеге сен жібергісі келмейді, ұстап тұрғысы келеді, защищать етіп. Енді оны келістіру керек та. Мысалы, даже сен жаңа нәрсені жасау үшін де онымен келісімге келуге тура келеді. Мысалға, даже инстаграмда бүгіннен бастап сен, например, арықтаймын деп шешімді қабылдаған кезде, не істейді? Сені шарылдатып, арықтатпастын бүкіл амалдарын жасайды, наоборот, керісінше сенің аппетитің көбейіп кетеді. Либо болмаса, например, сен спортзалға баршы қазір. Спортзалға барды, активно спортпен айналыса басташы, мынаның қалай шарылдағанын көресің. Ол сені дірілдетіп, ойбай, осы жерден шық, спортзалдан шаршадың, өлдің, ойбай деп. Ауырып қаласың дегендей, мозгтың негізгі міндеті защита болып табылады да. И саған надо научиться онымен келісімге келіп үйрену керек. Оған дұрыс направление беріп үйрену керек та. И мен өзімнің мозгыма білемін, ол да мені ұстап тұрғысы келеді, психикам менің жаңағы ауыр жұмыс еткісі келмейді, либо сен шаршадың дегенді маған үздіксіз айта береді, либо адамдар жаман дегенді айта береді. Яғни сол великий обманщикке поддаваться етпей, өзіңе дұрыс нәрсені үйрету. Сол мозгтың негізгі обманы, мысалға, кейін өмір сүреміз деген. Бір күні өмір сүреміз, бір күні бақытты боламыз. Үй алған кезде бақытты боламын. Иә, сөйтіп алдайды. Сондықтан адамдардың көпшілігі не болмаса арықтаған кезде көйлек алам. Арықтаған кезде көйлек алам. Мысалға, мен бір күні өз-өзімді часто тастап жүретін әйелмін да. Ол енді өзімді ақтамаймын, бірақ сондай бір нәрсем бар. Кей кезде қатты өз-өзімді іздеп, ішкі жан дүниеме кіріп кеткен кезде мен айтам, все, бичпон келді. Мен кәдімгідей чисто бичпонға айналам. Кәдімгідей мынандай тізесі шығып кеткен трико киюім мүмкін. Маған чисто бәрібір болады. Сол трикоммен мен барып тренинг өткізіп отыра беруім мүмкін да. Өйтіп түрімді боямаған, сөйтіп жүрген кезде бір күні мен жаңағы неге бардым да, магазинге бардым. И заттарды қасында қыздардың барлығы киім бір нәрсе алып отыр. Сол кезде мен де алғым келіп тұр, ақшам бар. Бірақ мен мозгым айтады да маған, тұра тұр, қазір арықтап ал, сосын аласың. Насколько вы поддаетесь своему мозгу, да? И мен оған айттым, Паша, мать, все, с меня достаточно. Мен қазір алам. Қазір тұрып алам деп. И алдым да 1045 косметика ала бастадым, көйлектер кие бастап едім. Менің ішімде не пайда болды? Яғни менің ішімде өте қатты жаңағы көздерім оты жана бастады. Адамдарға мен ақша табуға байланысты нәрсені үйретемін да. Біздің өмірімізде рациональный ақша жұмсау бар, и және нерациональный ақша жұмсау бар. Эмоцияға беріліп. Но рациональный ақша жұмсауға біз бала кезімізден үйреткен. Дұрыс жұмса, үй ал, машина ал, бизнеске сал, босқа құртпа деген. И біз нерациональный жұмсаған кезде өз-өзімізді қатты күстаналап ұра бастаймыз. Мен неге алдым осы көйлекті? На самом деле адамның көзінің жануы әйел адамдарға именно нерациональный да. Өйткені екеуі пропорционально тұру керек, баланста тұру керек. Бір ақшаңды сен рациональныйға жұмсайсың, үйіңе, қажеттілігіне, ал бір ақшаңды сен просто босқа жұмса. Мысалға, босқа жұмсау, өзіңе көйлек алып беру, сырға тағу қажетті. Ол саған сол импульс береді да.
Сондықтан сенің ішіңдегі көздерің жана бастайды. Өзің жаңағы барып нерационально деп ойлайтын помадаларды ал, кірпіктеріңді боя, әртүрлі нәрселер жасаған кезде кәдімгідей сенің ішіңде вау деген не пайда болады да, сезім пайда болады. Кішкентай қызды қуантасың ғой. Үлкенді қуантасың, және кішкентайды қуантасың. Және ақша табатын осы банкоматты, яғни өзіңді баптайсың. Аттың бәйгеден келетін атты баптайды ғой, оған бөлек бір жаңағы жағдай жасайды ғой. Сол сияқты ақша табатын адам өзіне жағдай жасап отыру керек. Демалтқызатын кезде демалтқызып, шамалы жұмыс істегеннен кейін жаңағы спасына апарып қойып, еркелеткен сайын сенің ішіндегі жаңағы келісімге келеді. Мынау менің бабымды жасап жатыр ғой дейді да, саған одан әрі ақша табуға, одан әрі өмірде бақытты болуға жол аша бастайды. Мақпал, қанша уақыт керек осыны сезіну үшін? Определенный ответ жоқ, өйткені әркімнің даму деңгейі әртүрлі уровеньде. Бір адамдар болады да, мысалға мен осы квантовый скачок деген курс сатқан кезде өзім таңғалып қалдым. Яғни мен айтам, бұна адамдар менен қалай сабақ оқып жүр, мен ол кісілердің жеткен деңгейіне даже өзім жетпегем ғой деп мен айтатын сөзім бар да. Өте деңгей ол материалдық тұрғыда қарап тұрсың ғой сен. Жоқ, сол материалдық тұрғыда айтып отырмын. Өте көп миллиард жоғалтқан адамдар келеді менің алдыма. Жақында ғана маған мысалға 690 миллион теңге жоғалтқан адам келді да. И ол адам жылдам жасайды мысалға. Өйткені ол ақшаның дәмін көрген, ол белгілі бір мөлшерде өсіп қойған адам. Әркімнің дүниелері әртүрлі. Мысалға бір адамдар келді, осы квантовый скачоктың мен алгоритмін жазғам. Айтам, бірінші мынаны жасайсың, екінші төбесінде төніп тұрып, пожалуйста, қуып кетпей, осыны бірде-бір жасаш. Осыны ровно сен, 4 апта 28 күн жасасаң, 28 күннің ішінде сен өз деңгейіңе сәйкес аласың. Әркімнің емкісі деген дүние бар. Біреудің емкісі 1 миллиард, біреудің емкісі 10 миллион теңге. Яғни біреу үшін 100 миллион теңгенің квартирасы бір дүниенің ең маңызды мақсаты болуы мүмкін. Яғни өзінің разрешениесіне, позволениясіне сәйкес жұлады ғой. Әркімнің миындағы мына тән қабылдайтын емкіс болады. Егер мысалға сен өзіңнің тәніңнен артық алып қоятын болсаң, емкісіңнен, оны қысуға тура келеді ол ақшаны. Өйткені сен оны алуға әлі дайын емессің. Кейбір адамдар болады осы квантовый скачоктың ережелерін сақтап өте көп алып қою мүмкін, но әлі теласы оны қабылдауға дайын емес. Сондықтан мен теланы қабылдауды да үйретемін. Осының бәрін бірге бір үйреткеннен кейін енді сен жасайсың. Жаңағын отырып. На самом деле мен 28 күн бойы жасатқызам. Ерінбей 28 күн бойы мен саған кейткізем, сезінткізем жаңағы сезімдерді. Содан кейін олардың өмірінде бұрқ етіп өзгеріс келе бастайды. Яғни вселенная өзі келе бастайды. Бір адамдар болды мысалы, күтпеген жерден квартира алады. Бір адамдар күтпеген жерден машина алып кетті. Біреу даже 15 миллион теңге Астана қаласында, Эльмира деген менің шәкіртім болды, 15 миллион теңге гүл сататын салондардан не ойнатқызған ғой, лотерея. Ақыр жасап жатырмын дегенде бір апта жасаған. Ана 15 миллион теңгені мен ұттым деп. Тура соны өмірінде болып 15 миллион теңгені ұтып алған. Яғни сен өзіңнің өміріңе чуданы шақыру болып табылады. Ондай оқиғалар өте көп. Менің өмірімнің барлығы как будто бір чудо сияқты да. Кеше ғана мысалға өте көп мен осы Балиға кетіп баратым да. 4-5 күннен кейін демалысқа кетіп баратым бір айға. Мен билет алдым да ойладым. Ана Балидан, вилла қарау керек деп. Ойладым, бітті. Бір күн өткен жоқ. Маған Юля деген Балида бір танысып кеткен қыз бар. Мақпал, когда ты приедешь, если что, мен қазір осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Сол жерде виллалар тұратын бір паркю бар. Сол жерде жұмыс істеп жатырмын. Мен саған сол паркюдің бастығынан вилланы 3 есе арзан қалып беремін деп жазып тұрды. Мен оны Юляны іздеп, Юляжан жаңағы вилла бар ма деген сөз айтқан жоқпын да. Мен бүгін алдымда вилланы өте арзанға. Яғни любой нәрсе сенің өміріңде былай. Как будто вся вселенная сенің бақытты болуыңа жаңағы қызмет етіп тұрғандай. Мен ол дүниені айтам, крошки деп атайды. Басында саған какой-то мелочь келе бастайды. Күтпеген жерден сенің бір адамды көріп қаласың, ол адаммен дастархан басында отырсың. Бір қызыл көйлекті алғың келеді, ертесіне ол қызыл көйлек саған сыйлыққа келуі мүмкін. Сол моментте благодарить жүрегіңмен. Рахмет Алла тағала, рахмет деген сезім келгеннен кейін сенің өміріңе үлкен дүниелер келе бастайды да. Сондықтан нақты ережесін жасасаңыздар, любойыңыз квантовый скачок жасайсыздар. Қандай бар ережелер?
Бірінші ережесі, правило номер 1, бастан жүрекке түсу. Яғни бастан жүрекке түсеміз. Екінші, өзіңнің ішкі әлеміңдегі әртүрлі процестердің барлығын қабылдап, ішіңе тишинаны айналдырып, чистое сознаниеға айналу. Оның ережесі бар. Яғни, даже мен жаңа айттым ғой, алақанға назар аудар дедім. Міне, тишина келді. Табаның астына назар аудар дедім, сен тишинаға айналдың. Все. Тишинаға айналды. Үшінші, тишинаға айналғаннан кейін, енді сен жүрекпен сол нәрсенің саған жеткенін телаңа кигізу. Полностью тәніңмен сезініп, как будто сенің өміріңе келгенде кигізу. Сен уже нандай болады да, саған мимен, мен оны алдым ғой деген дүние бөлек, ал сен алғандай жүрегіңмен сезініп, соның иесі болған сезімді сезіну бір бөлек. Сенің ішкі әлеміңнен рас деген сезім, бүкіл телаң, бүкіл сенің ағзаң, клеткаң саған рас соның өміріңе келді деген сезімді келтіреді. Соны жасағаннан кейін бірнеше күн жасайсың, содан кейін ты забываешь. И содан кейін сенің өміріңе өзгерістер несін. Ешқандай уақыт қоймайсың. 1 ай, 2 ай, 3 ай. Ешқандай уақыт қойға болмайды. Оны қай уақытта беретін бір құдайға сенесің да, просто осы состояниені, возвышенный состояниені ұстап тұрасың. Мысалға, Джо Диспензаның мен ретриттарына Америкаға барып жүрмін да. Джо Диспенза даже последнее время, өйткені ютубта Джо Диспензаның айтқан ақпараттары көп та, ол ақпараттар даже айтып басын қатырмайды. В основном Джо Диспенза таң сағат 6-да шақырып алады да медитация жасатқызады. Яғни сенің мына бастан жүрекке түсірте береді. Open your heart деген сөзді 1000 рет айтады саған. Яғни түскізеді, жүрекке түсе бересің. Бір кезде сенде бұрқ еткен возвышенный состояние келеді. Сенің вибрацияң қатты көтеріліп кетеді да, жүрегі ашылып кетеді. Бірінші күні сен ретриттарда жүрген кезде адамдарға жақтырмай, жақын отырмаңыздар деп жүрсең, уже үшінші күні бәрін құшақтап, яғни сен настоящий өзіңнің состояниеге келдің. Бәрін бетіне сүйіп жамбота деп уже құшақтағың келіп тұрады, уже жүрек болып кетесің да, аналардың бәрі саған дүниедегі ең жақын адамдар. Ана арақ ішіп алғаннан кейінгі сияқты ма? Бәрін жақсы көріп тұрасың. Сол состояниеге келгеннен кейін жаңағы 5 күнде, яғни 7 күнде сенде возвышенный, кәдімгідей әлемнің барлығы сен үшін жаратылғандай, бүкіл өзендер, көлдер сен үшін жаратылғандай, бәрі ғажап сияқты, бір 16 жастағы, 18 жастағы возвышенный состояниенің биік шкаласына жетесің ғой. Мен енді онда жеткен кезде кәдімгі деп кайфқа кіресің да, күшті да, саған тегін алып тұрсың. Ана Садгуру айтпақшы, тегін наркотик сенің басында бар деп. Мынау бізде шишковидная железа деген бар. Мен осыны сабақтарымда үйретемін. Яғни 6-шы чакра деп аталады. Осы талампус деп аталады. Яғни шишковидканы бізде қатып қалады, кристаллизируется етіп қалады. Сол шишковидканы дыханиемен адам бүйтіп бұзған сайын, на шишковидканың сыртындағы кристалдардың бәрін ыдыратады да, активизируется етіледі. Сол активизируется етілген кезде мына тылсыммен екі ортадағы вуаль кетеді, Джо Диспенза айтпақшы. Яғни сенде даналық кеп қона бастайды саған. И және осы шишковидканы активизируется еткен кезде адамда вечная молодость, эликсир вечной молодости дәл осы жерде орналасқан. Яғни осыны Джо Диспензада жастыққа да жасауға болады ғой. Я активизируется етесің ғой. Содан кейін мен Алматыға келемін ғой, и маған мені көрген адамдардың барлығы айтады ғой, сен 25 жасқа жасарып кетіпсің ғой, сен түрің неге жап-жас болып кеткен. Өйткені сен бір как будто бір молодой адамның энергиясын алып алдың да. Мысалға, мен қазір 45 жастамын, но мен бойымда күшім как будто бір 18 жастағы жас адамның күші сияқты күшті алып аласың да. Джо Диспенза 64 жаста, биыл 65-ке келеді. Қарасаң сахнада 6-да келеді. Кешкі жылдан жылға дейін жасарып барады. Жасарып, энергиясы күшейіп тұр да, өйткені осы энергия тұр. Біз ол энергияға өте алмаймыз, өзіміздің жаңағы матрицамыз обслужить етуге, өмірден баз кешуге кіріп кете береміз. Осы практикалар жасақсы келмейді. Соны бүйтіп осымен жүрекке қатты өңіледі ғой. Активизируется еткен кезде жаңағы өзіңнің шишковидкаңды көзіңнің оты жарқ ете қалады. Сен уже өмірде бұрын түсінбеген нәрселерді өзің көре бастайсың. На третий глаз ашылады да, сен өміріңдегі бұрын байқамаған дүниелерді, неліктен олай болғанын, саған бір даналық, Джо Диспенза айтпақшы, умная любовь, саған бір ақыл кеп қонады. Мен қазіргідей ақылым болған жоқ. Яғни, әлі де бір ақмақтығым бар, ақылым да бар. Бірақ көп нәрселерді сен түсіне бастайсың. Ё-моё, осылай екен ғой. И сенде возвышенная энергия көтеріледі, и жүрегің ашылады. Содан кейін қызықтың көкесі басталады ғой. Яғни сенің өміріңде как будто паласа ғажайыптар басталғандай. Сен іздеп жүрген адамдар алдыңнан шығады.
бір қуанып солай өмір сүргенге жетпейді да, сенде возвышенный бір кайфтан. Әрине оның ортасында менде мысалға бір мұңаятын сәттер болуы мүмкін, оны мұңайдың, бірақ сен базово фундаментально жақсылық кайфта тұрасың да, ананы жылдам шығып кетесің. Мақпал негізінен айтады ғой, анасы өзгерсе балалар өзгереді дейді. Енді мен сен балалармен араласып көрген жоқпын. Өзіңнің осыған байланысты сараптамаңды айтсаң, қалай өзгерді? Балаларда өзгеріс бар ма? Мысалы, сен енді ажырастың, оны бала да қатты сезеді, олар оны әке шешеден артық сезінеді. Қазіргі бұрынғы күйлері сен кванттық секіріс жасағанға дейін және қазіргі күйлері қандай? Ойланып кеткесін бе? Менің балаларым табиғатынан үшеуі де өте ақылды балалар. Үлкен қызым менің қазір Америкада оқиды. Түрлері өте әдемі. Бірақ мінездерін білмеймін. Үлкен қызым мінездері Құдайға шүкір жетеді. Үлкен қызым Америкада оқиды, ол суретші мамандығында оқиды. Өзі таңдады, әлемдік суретшілерді зерттейді. Жылдармен бірге менің балаларымда әртүрлі кезеңдерді менімен қатар өтіп жатты. Мысалға, үлкен қызымда өте қатты депрессия болды ажырасқан кезінде. Маған қатысты агрессиялары көтерілді, ішкі бунттары көтерілді. Маған қатысты мен сені жек көрем, сен бүкіл осы менің өмірімдегі бүкіл сәтсіздіктің бәріне сен кінәлісің деген айқайларды көтерілді. Бірақ мен ана екенімді, ересек мен екенін, балада түрлі процестер өтіп жатқанын біліп, оған бір осознанныспен, түсінікпен қарай алдым да. Өйткені как будто бір ана бала бір өзінен әртүрлі формаға түсіп жатты да. Біресе былай болатты, былай болатты. Яғни өзіне қондыра алмай жатты. Ол оған жылдар керек екенін түсіндім. Мен үлкен қызым енді 5 жыл бойы психологпен жұмыс істеді. Кәдімгідей психологпен апта сайын ақшасын төлеп, шетелдік психологпен жұмыс істеді. Өйткені өзінде жоғарғы травма алғандықтан. Даже ол психологпен очная ставкаға шығып, мен ана жақта отырмын, бода-бодам шығып жылап, балам, мен сені сүйем деп, жақсы көрем деп, ана жақта балам шығып отыр, мен сені көргім келмейді, сен оңбаған мамасың. Әртүрлі кезеңдерден өту барысында, бірақ мен қашып кеткен жоқпын балалардан. Көп ата-ана өзінің баласы осындай процестер көтерілген кезде өзінің баласынан алыстап кетеді. Қой құрсын, өте ауыр екен деп. Мен всегда қасынан табылуға тырыстым. Ода қаншалықты ауыр болса да мен тұрып бердім сол жерде. Тұрайын осы жерде. Больно болса да тұрайын дедім. Соның нәтижесінде мен үлкен қызыммен өте глубинный, терең қарым-қатынасқа түсе алдық. Қазір біз бір-бірімізді ыммен түсінетін, ішіндегісін барлығын жасырмайтын, уже мама, мен сені люблю, сен менің анам болғаныма шексіз бақыттымын деген баланың ішіне бір тишина, спокойствие, өмірге деген бір жақсы көзқарас орнады да үлкен қызыммен. Ал екінші қызым Ділдамен менде ешқандай проблема болған жоқ. Өзі басқа шағыз. Ол мені аумайды да, өзі мен сияқты өмірге өте легко қарайтын, өмірде еш нәрседен қорықпайтын, миында шектеу жоқ балада. Үлкен қызымда мысалға мені кішкене аяушылық сезімі бар. Мамамды аяу керек, оның ақшасын құртпау керек. Америкада жүрген кезде маған айтады, бензоколонкадан не жеп жүрмін дейді да, бургер. Мен айтамын, не басыңа күн туды бензоколонкадан бургер жеп, балам, тамақтан аяма ақшаңды. Мен саған ай сайын, апта сайын ақшаңды салып тұрамын. Бірақ дұрыс тамақтан деп ұрсам ғой. Ал именно кіші қызым мені аямайды. Ол айтты, мама дүниедегі ең жаңағы дұрыс адам. Яғни мен аяғандарын қаламаймын баланың. Өйткені аяушылық сезімі ұнап қалуы мүмкін да кейбір адамдарға. Мені құрметтегенін қалаймын, жақсы көргенін қалаймын, бірақ мені бір бейшара мамамызды аяу керек деген сезім болғанын қаламадым. Білмеймін менің дұрыс па, дұрыс емес па деген. Ділдада аяу сезімі жоқ. Мама ол таба береді, мама ол любой нәрсені істей алады деп, маған бір үлкен мықты адам сияқты дем береді ғой әрі, иә. Сосын жалпы одан кейін Ерназар ұлым бар, 13 жаста. Ол екеуміз енді өте терең философиялық әңгімелер айтамыз, өмір жайлы, жаратылыс жайлы, душа жайлы. И балаларым менің өмірдегі өсуіме ықпал етуші мотиваторларым болды. И менің балаларымның сұранысы жоғары болды. Үлкен қызым Америкада, кіші қызым мені Канадаға кетіп бара жатыр. Яғни солардың сұранысы мені қатты өсіріп жіберді. Оларды жаңағы любой анада болатын сезімдердің травма, оның барлығы, травманың адам баласына пайдасы өте жоғары. Менде мысалға травма болды. Балаларын жұрттан қалдырмайын. Мен ажырасқан әйелмін. Олар, ешкімнен кем болмасын
болмасын деген травмам, наоборот, менің балаларымның өсуіне, менің өсуіме өте қатты ықпалын тигізді. Соны жанталасып жүріп, қалай өсіп кеткенімді, сол жауапкершілікті алам мен дедім. Алам. Мен ақ осыларды үлкен жетістікке жеткізуге, қажеттіліктерін, мұқтаждықтарын табуға мен дайынмын деген кезде, ол мені де өсіріп жіберді, балаларды да өсіріп жіберді. Жалпы өмірде өсу үшін, жалпы сен отбасында бір адам жауапкершілікті алу керек та, бір мысалға мен осыларға көмектесем, әке шешеме мен көмектесем деген жауапкершілік, мен ақ беруші болайын деген жауапкершілік сені қатты өсіреді. Сол жауапкершілікті алдым да балалармен өстім. Енді менің балалармен қазір мүлдем конфликт жоқ, все гладко деп айта алмаймыз. Любой бала болғаннан кейін уайымдайсың, любой бала болғаннан кейін арасында түсінбей қаламыз. И ана мен баланың ортасындағы қандай қарым-қатынас бар, соның бәрін өту үстіндеміз. И мен айтамын, мен бірінші рет мама болып тұрмын, жанботалар, поэтому я тоже учусь. Олар арқылы үйренем. Кейде Ділдәнің еркіндігіне, Ділдәнің өмірге қорықпайтындығына қарап, одан таң қалам. Шығаның мудросына, адамдарға, жан-жануарларға жанашитындығына одан өсем. Сондықтан өз балаларыма қарап, өте қатты өсу үстіндемін. Енді жолдасыңыз, экс жолдасыңыз. Жаңағы айтқандай. Осы сөз осы жерден айтайық па дегенсің. Көмектесе ма? Ол ма? Ұзақ ойлап қалғандай менің мозгым бар ғой, анандай ғой, Айнұрка. Күтпейтін сияқтысың ғой сен одан ешқандай. Менің мозгым адамдарды қорғап үйренген мозгта, өйткені анандайда ақтау, қорғау. Ондайдан мастермін ғой. Ақтау, қорғаудан, өйткені балаларым үшін. Балаларым үшін, олардың әкесі, бәрбір бір жерден алдынан шыққан кезде өзінің әкесіне деген ішкі сезімдері, құрметтері өшіп қалмаса деп ойлаймын. И сондықтан алимент төлейді. Не айттым өзі? Алимент төлейді. Қанша десем? Айтпай қойын. Жақсы, онда сені қинамаймын. Өте тамаша. Дәл қазір уақытта соңғы кезеңдері Мақпал балаларын Инстаграмға шығара бастады. Бұрын сен оларды ешқашан көрсетпейтінсің. Ешқашанда. Бұл да кванттық секіріс па? Жоқ, мынандайда балада, мысалға кейбір ата-аналар өздерінің балаларын кішкентай кезінде пока балада сана қалыптасқан жоқ. Кейбір адамдар бар, даже өмірінің соңына шейін сана қалыптаспайды. Өйткені жасы 60-қа келсе де әркімнің пікіріне тәуелді адамдар болады. Яғни ол адамда өзінің чисто пікірі жоқ. Ол адамдардың басын улау 6 секунд. Оған әртүрлі нәрсені айтсаң, сеніп қалады. Өзінің пікірі жоқ адамдардан мен қатты қорқам. Бала өзінің пікірін әлі қалыптастырған жоқ. Ол өсу үстінде. Сол кезде кейбір ата-аналар оларға дінді насихаттайды, балаға хиджаб кигізіп тастайды. Мен бұл нәрсеге түбегейлі қарсымын. Бала өзі кішкене құндылықтар қалыптасып, ішінде базовый дүниелер қалыптасқан екен, өзі шешім қабылдау керек. Мен ол хиджабты кигім келеді, либо мен осылай өмірді сүргім келеді. Кейбір ата-аналар қалыптаспаған баласынан жұлды жасауға жаңағы асық болады. Әртүрлі. Мен ол балалардың балалық шағы өздігінен тыныш өткенін қаладым. Яғни, менің жаңағы танымалдылығым оларға әсер етпесін, бізде жаңағы Мақпал Қаратайдың балаларымыз деген эголар қалыптаспасын. Яғни, менің жұмысым өзіммен қатысты жүріп атты. Олардың аса қатты бұл әр танымалдылықтың өзінің тиетін салқыны бар, ақшаның өзінің тиетін салқыны бар, оны көтере алмасаң, Айнұр білесің, сол салқындар оларға тиіп кетпесін дедім. Яғни, пока олар қалыптасып, ішкі жан дүниесінде белгілі бір діңгек орнаған кезде ғана мен олардан сұраймын, Инстаграмға түсірсем бола ма? Үлкен қызым әлі түбегейлі қарсы, мысалға, өйткені ол қаламайды. Тек қана суреттерін салам, Ділдә ақша берсең түсем деді, келістік, оның ақшасын төлейміз. Ерназар, мама, если это тебе надо, түсем деді. Яғни, сондай келісіммен ғана жасағым келді. Олардың да жеке шекараларын құртқым келмейді. Сондықтан ол дүниені пока есейгенше, жалпы қазақта өзі сөз бар ғой, ботаның өзін қазақ мысалға кішкентай бота өмірге келген кезде оны тығып қояды. Өйткені бота жеткенше тіл көзден, дүниеден сақтағысы келетін шығар. Енді мен тіл көз дегенге бір сеніп қорқатын адам емеспін, бірақ олар өздерінің энергия бар ғой. Иә, өзінің бір белгілі бір деңгейінде есейіп алғаннан кейін көрсетуге дайын болдым. Оған дейін мен аз салатын тұғым, арасында салатынмын, бірақ өте көп салған жоқпын. Почти 5 жыл мен балаларымды Инстаграмды көрсетпедім. Ажырасқанға неше жыл болды? 5 жыл.
5 жыл бұрын жаңағы 5 жыл бұрын экс жолдасымды қайтып келсе қайтарам деп жоқ, бүйтіп айтқам ғой. Бүйтіп айтқам. 5 жыл бұрын мен оған жазам ғой. Айнұр, бүйтіп жазам ғой. Ержанар, мен сенің отбасыңмын. Егер сен, короче, всегда знай, что сенің отбасың бар, күтіп отыратын. Осы 3 балаңмен мен сені күтем. 5 жыл бойы мен сені түсінем. 21 нәрсе жасыңда үйлендің. Әлі сенің бойыңдағы бір желік басылмаған шығар. 5 жыл жүр, көр, әлемді арала, қыздарға бар, қыдыр, құмарыңды қандыр. Мен сені күтіп отырам. 5 жылдан кейін қайтып келсең қабылдаймын деп айтқам ғой. Соны маған айтады жұрттар, 5 жыл келді ғой, енді не істейсің? 5 жылдан кейін келіп тұрмасын. Ол 5 жылдың ішінде осыншалықты өзгеріп кететінімді, осыншалықты түсініктерге келетінімді өзім де білмей қалдым да. Сол кезде ол жазды, бірақ Мақпал деді, мен саған ешқандай ренішім жоқ, бірақ сенің өмірің сенікі, менің өмірім менікі, сондықтан екеуміз бір-біріміздің өмірімізге келмейік, өз өміріңді сүр, мен өз өмірімді сүрем, мен ол әйелді сүйем, давай екеуміз бір-бірімізден алшақтайық дедік та. Қазір болатын болса ол сөзді айтпас едім деп, жаңа мен бір интервьюда айттым деп Айнұрды күлдіріп отқан болатын. Қазір келсе не істейсің? Қазір келсе ма? Иттерсін басына қаптап дегенсің ба? Жоқ, қазір келсе мынандай да, мен басында біздің өмірімізде адамдар кеткен кезде біз ол адамдарды қимаймыз емес, на самом деле. Біз ол адамдардың алыстап кететін, ертең чужойға айналатынына жүрегіміз ауырады да. Ол адамдармен өткізетін сезімдерге. Сол 5 жылда мен қатты қиналған себебім, өйткені менің өмірімдегі ең жақын, ең өзіммен етене жақын адамның бір күні просто чужойға айналатын білдім. Яғни ол адамды көрген кезде уже сенің жүрегіңде ешқандай сезім де жоқ, сенде оған деген ашу да жоқ, ыза да жоқ, саған бәрібір болып қалады да бір моменттерде. Сол моментке жеттім. Шын айтайын, мен оны көрген кезде ашуланбаймын да, мен оны көрген кезде жек көрмеймін да, мен оны көрген кезде жақсы да көрмеймін. Яғни ол өмірімнің, мен айтамын ғой, біздің өміріміздегі өткен шақтағы адамдардың барлығы біздің мазмұнымыз, содержаниеміз. Яғни менің өткен шағымдағы ол менің мазмұным, содержанием, менің кәдімгі кітап, Мақпал Қаратай деген кітап болатын болса, соның бір 30-шы бетіндегі жазылған дүниелер, и все, қазір басқа дүниелер жазылуда да. Ол кітапта ақпарақ, жаңа дүниелер жазу үстіндемін. Яғни чужойға айналып қалды да, и ол шындық, ол ақиқат. Көрген кезде сәлем түзу, яғни көрген жоқпын. 5 жыл болды. Балаларына келмей ме? Арасында келеді, бірақ мен шақырам, как всегда, айтам, Ержанар, кірсей деген. Мен ол бірақ кіруге, мені көруге дайын емес сияқты. Сосын анау күні қайнатама барғам ғой Астанаға. Айтам, балаңыз шақырам, келмейді деймін да. Сосын атам, неге ол келмейді дейді. Мен айтам, савлазын белекей болып тұрған шығар ата деймін да. Көруге савлазын жоғары болып тұрған шығар, балаңыз келмейді деймін да. Яғни оның ішкі әлемінде тоже әртүрлі процестерден өтіп жатқаны анық та. И оның да өмірінде мен өте жақын, өте жаңағы оның өмірінде өте жақын адамның бірі болдым деп ойлаймын. Сондықтан ол да өзінің ішкі сезімдерімен оған малту үстінде әртүрлі нәрселерден өтті этаптан. И кездесіп, как взрослые люди, сөйлесіп, жамбота, міне балалар, осы балалардың болашағы, как ни крути, екеуміз әкеміз мен шешесіміз. Сондықтан өмірде бір-бірімізге сәлеміміз түзу болып, 16 жыл ғұмыр кештік, адам сияқты сөйлесіп, бір-біріміздің бетімізге тіке қарап, шай ішейік деген ойдамын мен. Білмеймін, оның ішіне кіріп көрген жоқпын, өйткені біз ешқашанда өзге адамдардың ішіндегі процесстер үшін жауапты емеспіз. Әрине. Біреу ренжеймін десе де, жек көрем десе де өзінің еркі. Таңдау әркімнің өз қолында. Мақпал, сен ажырасқаннан кейін, мен білетін көптеген қыздардың ішінде осы ажырасқаныңда монетизация жасаған адамның бірісің. Өйткені енді бізде аудитория араласып жатыр. Сені танитындар мені танитындар сені білет. Осы Мақпалдан оқыдым, Мақпалдан үйрендім деп алдыма келеді ғой. Не үйрендің, не үшін бардың Мақпалға деген мен сұрақ қоям. Сол кезде ол да мен сияқты ажырасқан ғой, бірақ аяққа тұрып кетті дейді.
Осылай сен бір монетизация жасап алған сияқтысың. Мен оны бір монетизация жасаймын деп ойланып бір жатып, бітті, мен ажырасқанда монетизация жасаймын деген шешімге келген жоқпын. Мен өмірдегі бүкіл дүниелердің барлығы интуитивно, яғни өзім сол моментте бір басыма идея келеді, соны қалай жасап кеткенімді өзім білмей қаламын да. Бірақ ашық айтқаннан кейін мүмкін солай монетизацияға айналған шығар. Бірақ мен ешқашанда адамдарға ажаспа деген нәрсені насихаттамаймын да. Бірақ өз өмірімді как есть көрсете бердім. Құлап атқанымды, тұрып атқанымды соған қарап бұл батылдық қайдан келді? Бұрын өзінің сәлде әлсіздігін көрсетпейтін Мақпал Инстаграмда бәрін жариялап паш ете бастады. Тіпті құлап қалғанды да көргенбіз сенің парақшаңда. Сенің ішіңдегі матрицадағы программалардың астында сенің рухың жатыр, духың жатыр. Сен, Джо Диспензаның сөзі бар, меньше будьте собой, яғни ана личностің программированный болмасын, больше им дейді. Больше им деген сөз сенің бойыңда мәңгі өлмейтін рух, сенің бойыңда аватар, сенің бойыңда душа, сол бар. Егер сен жаңағы тишинаға келген сайын, дыхание арқылы сен өзіңе қосылған сайын, ты либо матрицадасың, қорқақ Мақпал, уайымшыл, жаңағы үркек, өзінің ойын ашық айта алмайтын, дір-дір еткен жасық Мақпал болдым. Ал қазір мен өте жаңағы жасықтығым жоғалған, өзін тапқан, самоуверенный, еркін Мақпалға айналуымның барлығы, яғни мен больше осы божественный разумға қосылам. Оны Джозеф Мерфи божественный разум дейді. Оны разум, божественный разум. Оны жаңағы Джо Диспенза умная любовь дейді. Яғни мен соған қосылған сайын өзімнің рухым, духым, яғни тірілуде. И любой қазақтың қазір байқасаңдар, мысалға мен айтам да, елдер қарап отырады, мен қазақтың рухы сонау жылдардан, мысалға кеңес үкіметінің қасіретін көп көрді, біздің қандай мықты ұлы тұлғаларымызды ату жазасына кесті. Қазақтың өлген рухы қайтадан тіріліп жатыр да. Қатты тіріліп жатқанын мен жан тәніммен сезем. Даже осыдан 5 жыл бұрын мен айтқан болатынмын, мына келетін новый ұрпақтар өте жаңағы әртүрлі қорқыныштан азат ұрпақтар келеді. Шын лайланбаған таза ұрпақтар келеді. Біз қорқақ, кеңес үкіметінде қалып кеткен, уайымшыл ұрпақтармыз ғой өзіміз. Осының барлығы бізді басқарып отыр. Осыған лайланбаған ана біздің рух, біздің тәніміз арқылы жаңа бір ұрпақтар келеді, әлемді өзгертетін. Кәдімгідей мықты қазақтар келеді әлемге. Суретте болсын, өнерде болсын, әдебиетте болсын, ғылымда болсын. Біз қазір сол кезеңді өз көзімізбен көргелі отырмыз. Даже қазірдің өзінде ол байқалады. Мен жастарға қараған кезде басталып қойды. Мен жастарға қараған кезде тебіреніп кетемін да, бәлкім ол біздің жастарымыз біз сияқты жасық ұрпаққа бір өздерін таңдайтын, неудобный бола алатын ұрпақ сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ олар мощь ұрпақты. Олар өздерін қорықпай таңдайтын, қазақтың рухы бар, кәдімгідей қазақтың бүкіл болмысында қасиеті бар, қазақтың бүкіл мәдениеті бар, жаңағы өте текті ұрпақ келе жатыр. Мен соған прям өзім айтып отырып, қазір өзімде мурашки көріп отырмын да, қайда кетіп бара жатқанымызды. Өнерде болсын, ғылымда болсын, IT-да бәрінде төңкеріс жасайтын жаңа ұрпақ өсіп келе жатыр да. Осы сол дүние менде де көтерілді. Менің күтпеген жерден, мысалға Айнұр қараш, например, мен өзімді осыдан 10 шақты жыл бұрын мен өзімді әлем адаммын деп ойладым да. Менің мышлением мировой деп ойлап қалғам ғой, өзіме сондай бір тұжырым жасағам. И мен өзімше қазақ тілді, қазақы деген дүниелерге аса қатты бет бұрмадым. Мен балаларым орысша сөйлеп өсті. Мен де өзім жаңағы орыс жігіттермен кездесе беретін тұғым, бәрі таңғалатын, сен қалай орыстармен жүресің деп, либо болмаса сен өмірінде осы еркектерді қалай сен кездестіресің деп. И сондай мышлениемен өмір сүргеннен кейін мен осы өзімнің рухым, духым оянған кезде масқара, оказывается, өте қатты ұлтшыл, ұлтын өте шексіз, ұлтшыл деген сөз дұрыс пайдаланып тұрған жоқпын. Ұлтын шексіз сүйетін адам қалыптасты да. Менің даже кейбір привычкаларым өзгеріп кетті. Мен даже тамақтан кейбір вкусовой рецепторым өзгеріп кетті. Кейбір мысалға мен бала кезімде жареный картошканы қатты жақсы көретім, қазір вообще жей алмаймын. Сол сияқты барлық ішкі әлемімде өте қатты өзгеріс болды. Жеген жақсы көремін қазір десеші. Жоқ, ет жей алмаймын. Наоборот, мысалға жаңағы кім айтады, Садгуру, мен бір ғұмырда 2 личность өмір сүрді деп. Бір личность мүлдем басқа болды, екінші личность мүлдем басқа болды. Менде де бір ғұмырда біреу жасық, қорқақ, басқа. Қазір мен екінші личностьті завершать етіп жатырмын. Екінші личность келді өмірімде. Сондықтан осы личность, наоборот, өте қатты
ұлтын шексіз сүйетін личность пайда болды. Соған сәйкес мен екі баламды, Ділда мен Ерназарды алып алдым. Құшыға енді қазақ тілінде өте жақсы сөйлейді. Екеуің түк қазақша білмейсіңдер ғой. Осы ісім семен болсын деп, 1 жыл бойы екеуін төбесінен төніп отырып, қазақ тілінде үйретіп шығардым, еркін сөйлейтін қылып. Кәдімгі мұғаліммен оқытып, енді Ерназар еркін сөйлейді деп өтірік айтпай қойын, бірақ уже сөзі құрай бастады. Ділда еркін сөйлеп кетті жылдам. Сол сияқты оларға кәдімгідей өзінің ұлтының тамырын енгізуге, өзінің ұлттық құндылықтарын білуге, ол бәрібір біз өмірде ешнәрсе тектен тек емес, біз қазақ болып жаратылғандықтан өзіміздің тамырымыздан қорек алып тұра аламыз. Мен бәрібір кейбір взглядтарым мировой болып қалғанмен, өз ұлтыңды құрметте, өз ұлтыңды рухың оянып кетті ғой. Рухым оянып кетті. Оянғанша өте көп этаптардан өттің. Ой, талай бол, талай ауырам, тәніммен ауырам. Бір моменттерде тәніме бүкіл менің больдарым, слепая зонадағы больдің барлығы келеді. И через тело я проживаю. Бір моментте өзім айтқам ғой. Короче, айуас кішіп алғам оның алдында. Сосын айттым мен, бүкіл телодағы, бессознательныйдағы больды, 10 жыл өткеретін больды одна моментына келші дедім. Мен аған 10 жылымды беріп жүруге дайын емеспін. Я не знаю, менің ішкі әлемім согласие берді ма. Настолько больно, что бүкіл әйелдердің қасіретін әрбір клеткамен, өмірде баласын жоғалтқан, күйеуін жоғалтқан, бүкіл өмірде жаңағы әйел ретінде көп езгіге түскен әйелдердің бүкіл болын тәніммен сезіп атқандай, сондай қасіреттерді мен сезінем. Кәдімгі есіктерден жауып алып, соларды я проживаю. Больдардың неше атасын, көкесін я проживала ояну үстінде. Без этого никак. Ол да трансформацияның бір бөлшегі болып табылады. Өйткені сен әртүрлі больдарды өзінің бессознательный программаңдағы, бұған дейінгі предыдущий жизньдағы душаңның кармаларын, осы ғұмырдағы жинаған Құдайға шүкір кармалар жетеді. Соның барлығын я начала проживать. Кәдімгі бала туғандай есік-терезені жауып. И ол больдардың барлығына я благодарна. Каждый больдан өткенсін мен есейіп жаттым. Ересекке айналып жаттым. Каждый больдан кейін мен даналығым артып атқанын сезіндім. Каждый больдан кейін менің жүрегім одан ары ашылып атқанын сездім. Яғни осы больдардың барлығы өткен сайын мені мынау 5-е измерениеге лақтырып жатқанын сезіндім. Каждый больдан кейін самадхи деген сезім болады. Сен далаға шыққан кезде, как будто құстардың дауысын естисің, ағаштардың сыбдырын, өмірге шексіз ғашық боласың. Табиғатпен екі ортада сенің ешқандай жоқ, тосқауыл жоқ. Как будто өмірмен екеуің бітек айнасы бір тұтасқа айналғандай. На самом деле өмір деген біз деген өмір ғой. Біз тоқтаған кезінде өмір де тоқтайды. И каждый өмірдің сыбдырын сезесің. Сенің сезімталдығың әр больдан кейін артады. Сен уже эмпат боласың. Барлық адамды, мына жерге кілдің ба, бүкіл адамдар сен сезіп тұрасың. Жан-боталардың бүкіл ішкі состояниесін, душаларды көре бастайсың. Сен бүкіл адамдарға деген шексіз махаббатың, олардың да өзінің программасында құл болып жүргенін, өзінің программасын, эгосынан шыға алмай жүрген жан жүрегімен сезінесің да. И осы процесстер больдар менде 5 жылда өте көп болды. И соңында бастапқыда мен оған кәдімгідей неліктен больно болып жатыр, жоқ деп ойлайтын едім. Кейін мен больдарын сүйе бастадым. Өйткені сол больдар болмаса, мен осы душамды табу, өзімді табу болмас еді деп ойлаймын. И больдар мені өсіріп шығарды. Керемет. Дәл бүгін Мақпал бақытты ма? Осы сұрақпен әңгімені бастап, осы сұрақпен әңгімені аяқтайық. Абсолюттік бақыт деген жоқ, Айнұр. Абсолюттік бақыт тек қана деп жүру жоқ. Дәл қазір Мақпал бақытты ма? Адамның өмірінде әртүрлі кезеңдер болатыны анық. Дәл қазір бақыттымын. 100% бақыттымын. И және ең үлкен, осы сөзді естігім келді. Өмірдегі ең үлкен бақыт, әр кезеңнен өте тұра ұққандығым, ол тірі болғаның екен. Егер сен осы бақытты жан жүрегіңмен сезінсең, тіршіліктен асқан бақыт жоқ екенін, ең ғұмырың екенін, сенің бақытыңның ең үлкені соны ұққан кезде, сен қалған бақыттарды жасау саған түк емес. Адамдардың көпшілігі материальный дүниелерді ең жоғарғы, өзінен жоғары қойып, бақыты деп ойлаған кезде, оған ешқашанда жете алмайды. Сенің тіршілігің бақыт екенін білген кезде, қалған материальный дүниелер, жан-боталар, оның өзінің алгоритмі бар. Әр сәттен ләззат алып отырсың да, сөйлеген сөзіңнен. Сенен кайф алып отырмын. Бақыт қой. Сенен өткен YouTube каналыңнан, барлығынан бақыт бар. Дәл қазір уақытта Мақпал екеуміз бақытты болып отырмыз. Өйткені біз бүгін керемет осындай подкаст жүргіздік. Рахмет саған, Мақпал, шынайылығың үшін, ішіндегі бүткіл
ауырлықты жаңа жеңілдікті бәрін бере алғаның үшін саған мың алғыс. Мен саған үлкен алғыс айтамын, Айнұр. Ол на самом деле менің ашылуымда, ол жаңағы оқтың дәл тиюі шүріппенің дұрыс басылуында емес, ол мергеннің қолына түсуіне байланысты ғой. Өйткені мерген дұрыс бағыттаса, ол дұрыс бағытқа тиеді. Сол сияқты сенің қасыңа отырғандықтан менде бір ішкі жан дүниемде ашылу болды. Менде күнде сұхбат берем, барлық жерде былай самбырлап кетпеуі мүмкін, өйткені сен мені аша алдың, яғни сен де менің жүрегімдегі түкпірлерді шығара алдың, и я сама кайфанула. Шын жүрегіммен айтып тұрмын. Мен де бір рахаттандым, өзіме көп дүние алдым. Рахмет. Ойлаймын, біздің көрермендер де жақсы мағлұмат алды. Сіздерге пайдалы болғанымыз үшін біз қуаныштымыз. Бәріңізге рахмет. Әңгіме бармен бірге болыңыздар.